Сәлем достар, бұл біздің подкаст. Бүгінгі қонағымыз журналист, документалист Асылхан Мамашұлы. Асылхан аға, қош келдіңіз. Рахмет. Алдымен сізді үлкен жобаңыз қилы кезеңнің аяқталғанымен құттықтаймын. Өзім көріп шықтым, тәуелсіздік жылдары туған адам ретінде көп нәрсе түйдім. Ол кездегі оқиғаларды көзім ашылды. Сондықтан рахмет айтам. Осы жобаңыз туралы айтып бастасақ алдымен идея келген кезде 85 жылдан бастап 95 жылға дейін қамту әуел бастағы ой ма, әлде қазіргі мысалы саяси науқанға орай конституцияға әкеліп тірегіңіз келді ма? Жоқ, бізде ондай бір науқанға тіреу деген нәрсе болған жоқ. Тіптен оны бастаған кезде біз конституцияны өзгертеді деген бізде ойда болған жоқ ол кезде. Сосын ең басты нәрсе, бұл тарихта өзі бір кезең дегендер болады. Орысшасына период деп айтады ғой. Сол бір кезеңдер. Сол кезең 82 жылдың Брежнев кеткеннен бастап 95 жылға дейінгі аралық бір кезең болып саналады біздің тарихта негізі. Өйткені себебі Советтің бір тұрақты басқарған соңғы басшысын Брежнев болды ғой. Брежнев өлгеннен кейін іркес-тіркес, одан кейін тағы екі адам келді, үшіншісі Горбачев. Аналар бір жылдан кейін өліп қалды, Черненко мен Андропов. Сосын Горбачев кетті, сол Горбачевтың келуімен СССР күйреді, Совет одағы. Сол күйретін кезде Қазақстанда да үлкен өзгерістер болды. Қонаев кету керек еді, ол кетпей қалды. Сол кетпей қалғандықтан артынша желтоқсан оқиғасы болды. Сосын желтоқсаннан Колбин келді. Колбиннің кетуі енді Колбин кететіні сол кезде анық болған, келген кезде көп ұзамайтыны. Билікті қазақтардың біреуі алатын болған, оны кім алады деген сұрақ туады. Сөйтіп бұның бәрін бір кезеңмен қарастырмаса болмай қалады. Картина көрінбей қалады. Сондықтан мен бұны 85-тен емес, негізі 82-дің қараша айынан бастадым. Қараша айында ноябрьдің 10-ына Брежневтің өлген күні. Сол Брежнев өлді, 4 күн ұстап отырды. Сол жерлеу рәсімден бастап, соны өлгендердің бәрін түгелдеп шықтық қой. Сонда қарасаңыз, Брежнев өлген кезде жоқтау айтты біздің қазақтың ақын жазушылары, яғни қазақ қоғамында реакция болды. Сол кезде оны айтып отқаным, дәл сол кезде бір ақындардың арасында жаңағыдай билікке қызмет ету, енді ол кезде олай ойлаған жоқ өздері, бірақ сондай бір тенденция көп болды да. Мен соны да көрсеткім келді. Сол Брежнев өлген кезде белгілі ақынымыз жоқтау шығарды, Тұманбай Молдағалиев. Жоқтау қандай керемет лирик ақын ғой, кісі. Әдемі сондай ше. Оқысаң көзің шынымен де жас келеді ана. Сосын Әзілхан Нұршаховтың қара сөзбен жоқтауы бар. Сіз болмасаңыз біз не болар еді деген сияқты сондай айтқан сөздері бар. Бұның бәрі маған қызық көрінді да. Одан кейін Андропов пен Черненко бірінен кейін бір өліп қалды. Сонда Андроповты сайланған кезде ең бірінші барып Қазақстан атынан құттықтау сөз сөйлеген Назарбаев сол кезде. Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің хатшысы әлі. Жас кезі. Әлі министрлер советінің төрағасы да болмаған кез. Яғни Назарбаевтың Олимпке шығу, саяси Олимпке шығу сол кезден басталады. Енді біз Назарбаев туралы бұл фильмде көп айтатынымыз анық қой енді. Сондықтан мен соның бәрін көрсеткім келді. Ол қалай Олимпке шықты, және оны Қонаев қалай көтермеледі. Сосын кейін Қонаевтың өзін қалай сынады. Енді турасын айтқан кезде Қонаевты қалай сатып кетті деп айтсақ та болады. Тырнақшаның ішінде ғой сатып кетті. Жалпы мен ондай нәрсені дұрыс көрмеймін. Сатып кетті деп айып салды. Өйткені ол ешкімнің де жеке меншік емес қой. Қонаевтың шәкірті өзі тәрбиелеген, бірақ Қонаев үшін соңына шейін адал болу деген мақсат жоқ қой, мен билік қой бәрібір. Бірақ дегенмен Қонаевтың өзіне қарсы шыққаны рас. Сол қарсы шыққан процестердің съезден неге кетпей қалды Қонаев мысалға 86 жылы желтоқсанда, біз желтоқсан оқиғасын көбірек білеміз негізі. Бірақ желтоқсанның алдында ақпан айында съезд болды, Қазақстан Компартиясының 16-шы съезі болды. Негізі тағдыр шешті мәселе, қазіргі тілмен айтқан кезде тағдыр шешті деп айтады ғой. Сол жерде болды, сол съезде. Сол съезде негізінде Қонаев қайтадан сайланды. Негізі сайланбау керек болған. Жасы да келіп тұрған. Сайланбай, сол жерде егер біреуге тапсырып кеткен болса, мүмкін желтоқсан оқиғасы болмас еді. Осы туралы ең үлкен қателігі Қонаевтың деп айтасыз, сіз? Мен ойымша мен баға бермей қояйын, ең үлкен қателік, кіші қателік Құдай білсін қандай қателік жеп жатқанымды, әркім өзі біледі ғой. Бірақ біз көрген қателіктердің ішінде сол бір шешуші рөл ойнап кеткен нәрсе болды деп ойлаймын. Қазақстанның тарихында рөл ойнап кетті да. Кішкентай оқиға өзі кейде рөл ойнап кетеді. Сол кезде мысалға Қонаев өз еркімен кетіп, орнына бір
ол кезде орнына тастап сайлау деген шарт нәрсе ғой, кімді ұсынасың сол болады. Бір өте сол Қазақстанға адал қызмет етуге дайын адамды тастап кеткен кезде, онда біздің Қазақстанның бағыт бағдары мүмкін мүлде басқаша болып кетуі де мүмкін еді. Енді болмаған нәрсені армандай береміз ғой, бірақ сондай жағдай болды. Қонаев сол кезде кетпей қалды, билік тәтті екен, біз оны талай көрдік кейін де, Қонаевтан кейінгі адамдардан да. Тәтті билікте ешкім айырылғысы келмейді, оқиды дейді, соқиды дейді, әйтеуір бәрі кетпейді содан. Сол біз енді Қонаевты шынындап келген кезде Назарбаевпен салыстырып қараймыз да, Қонаевты жақсы көреміз ғой салыстырмалы түрде. Абыройлы адам, өте былай жүзде жылы, халыққа да жасаған еңбегі көп, бірақ сондай пендешілікте болды ғой бәрібір. Оны айтсаң қазір енді Қонаевқа шаң жуытқысы келмейді. Жалпы мен адамдарды, билікте отқандарды жақсы көру немесе жек көру деген көзқараспен қарамаймын мысалға. Оның кейбір нәрсесі дұрыс болса дұрыс деу керек. Мына жерін жақсы көремін, мына жерін жақсы көрмеймін деп айту керек та, онда тұрған ештеме жоқ. Иә. Жалпы зерттеу уақыты, журналистік зерттеуіңіз қанша жылға созылды? Жылға созылды ма, айға ма? Енді мен кейде ойлаймын, егер бұны өзімнің ішкі дайындығым болмаса, таңертең 9-дан бастадым да, 1 жыл бұрын. Бүгін таңертең 9-да бітірдім деп айта салуға келмейді. Егер мен дайындығым болмаса, мен оны 1 жылда емес, 2 жылда жасай алмауым мүмкін еді. Өйткені мен бұл тақырыпқа бұрыннан да барып жүргенмін, Азаттық радиосында жүргенде бұл тақырыпты талай жаздым. Сондықтан шамамен не болғанын білем сол кезде. Үздік мақалалар шығып тұрды, сондай. Сосын жалпы тәуелсіз баспасөзде айтылып жүрген әңгімелер ғой, көбісі оны мүлдем мен жаңадан аштым деп отқан жоқпын ештемен. Сондықтан өзімнің ішкі дайындығымда болған бұл соны пайдасы тиді. Сөйтіп, ал енді осыған тек қана осымен айналысқан уақытым 1 жыл. Ал алдында синхрон жазулары бар. Әйтеуір біздің арнайы Астанаға келіп кететін ақшамыз жоқ. Өзіміз келгенде жаңа камерамызды ала келіп, бір-екі адамда сөйлетіп кетеміз деген сияқты. Сөйтіп біз барынша қаржы жағынан енді тиімді пайдалануға тырыстық өзіміздің ақшамызды. Сондықтан оны нақты 1 жыл отырдым немесе 2 жыл отырдым деп айту қиындау. Бірақ енді толық отырған кезім сол соңғы 1 жыл. Дерек табу жағы қалай болды? Барлығы ашық дерек көзден алдыңыз ба? Қиындықтар болған жоқ па? Дерек табу дегенде бұл мынандай мәселе. Мен оңай жолын таңдадым. Егер архивті көп таңдайтын болсам, мемлекеттік архивті, орталық архивтерді көп таңдап, солардың құжаттарымен жұмыс істейтін болсам, мен бұны архивтің жұмысы басқаша болады, қиын оның жұмысы. Ол жердің жұмысымен ғана, соның материалын ғана пайдаланатын болсам, мен 1 жылда да бітпейтін еді. 2 жылда да бітпейді. Өйткені архивте жұмыс істеген жинақтан, материалдан академиялық ғылыми зерттеу шығады. Ал менікі журналистік зерттеу. Бірақ академиялық ғылыми зерттеуден өзі басым ешкімнен кем қоймаймын да бір жағынан. Өйткені мен оны мақтаныш үшін айтып отырған жоқпын. Жалпы болашақта да жазылатын академиялық зерттеулер осы сарыннан алшақтап кетпейді деп ойлаймын. Әрине кейбір детальдарын түзетеді, жаңа кейбір басқа пікірлер қосылуы мүмкін, басқа бір мүмкіндіктер ашылуы мүмкін. Бірақ жалпы алғанда сарыны осыдан алыстап кетпейді. Өйткені мен өзім соған ыңғайлап жаздым. Сосын хронологиясын. Оны бір нәрсе бар да, Шынар. Бұны кеше 12 серия болды ғой. Адамдар кейде онша мән бермеуі де мүмкін. Бірақ мен былай жасадым, хронологиямен жасадым барлығын. Яғни 82-ші жыл, 84-ші жыл, 85 деп сөйтіп кете береді. Сосын аймаймен бәрін сондай хронология. 1-2 жерінде ғана 6 ай озып кеткен жерлерім болды, 2-3 ай озып кеткен жерлерім қалған уақытында хронология сақтап. Сонда сіз көрген кезде сізде өзіңізде ой қалады. Мынандай уақытта мынандай болды. Сосын және тағы бір пайдасы хронологияның. Сіз оқиғаның себебін түсінесіз да? Не себептен пайда болды? Алдында былай деп еді, сол мынаған әкепті ғой деген нәрсені. Ал енді осыны үзік қылып берсеңіз, сіз нақты бір оқиғаны ғана білесіз да, оның себебі, ар жағы, сол кезде атмосфера қандай, оны түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан мен хронологиямен баяндадым. Бұны айтып отқан себебім, жаңағы егер академиялық зерттеулер болатын болса, оларда ол міндетті түрде хронологиямен жазылады. Сондықтан оларда бәрі осыны алшақтап кетпейді, көп ұзамайды. Сондықтан мен ол жағынан ұялма көз тығыламын деп ойлаймын. Енді оңай жолын таңдадым дегенде, мен ұлттық кітапхананың архивін, газеттерін пайдаландым. Сол кезде шыққан. 82-ші жылдан бастап 95-ші жылға шейінгі ресми бас газеттердің барлығын парақтап қарап шықтым. Түгел. Отырып алып, түкіріктеп қойып, парақтап қарап шықтым.
көзіме ілінген жобасы осы маған керек болады ау деген нәрселерді сол жерде оқимын, бірақ мен оны оқып отырмаймын ешқайсысын. Оны оқып отыратын уақыт жоқ кітапханада. Өйткені сіз қаншама дүниенің материалын қарайсыз ғой, сондықтан барамын да суретке түсіріп алып кетемін дейді. Суретке тез оны оқып отырмаймын, суретке түсіріп алып кетемін, үйге апарып соны компьютерге салып үлкейтіп қойып қараймын, соны отырып соны асықпай оқимын. Бірақ мынандай нәрсе, кейбір пікірлер байқап қалдым, бұл баспасөзге шолу деп айтқан пікірлерді деп байқадым да, ол бір жағынан мен көңіліме келеді ол. Егер баспасөзге шолу болатын болса, сіз отырасыз да жасай бересіз сондай кез келген адамда. Бірақ ол баспасөзге шолу емес. Мен айтқан болған оқиғалардың хронологиясын және сол кезде қандай саяси атмосфералар қандай болды, соны көрсету үшін пайдаландым. Ол шолу ғана емес ол. Бірақ баспасөздің бір пайдасы бұл жерде. Мысалға, мен сөйлескен адамдардың көпшілігі 30 жыл бұрынғы әңгімені ұмытып қалған. Олар қай күн болғанын білмейді. Шамамен ақпан мен қыркүйектің арасында, оның арасында 7-8 ай бар ғой мысалға да. Мен осының бәрін сол баспасөзде хронологиясымен отырып, қай уақытта қандай мақала шықты, сол арқылы мен соны көрсетіп дәлелдеп отырмын. Тіпті мен синхрондардың бәрін алдын ала жазып алғанмын негізінде. Көпшілігін алдын ала жаздым. Соны мен әрине дұрыс болған жоқ, негізі зерттеп алып сосын барып жазу керек. Бірақ сол кейін таңырқағаным, сол өзім алған синхрондармен баспасөздегі мәліметтердің көпшілігі тура келді. Солай бір қиюын келтіртіп, нақты бір дәлелдермен жасауға тырыстым да. Сондықтан баспасөзге шолу емес ол. Ол 30 жылғы баспасөздің тігінділері, ол да архив. Ол да архив болып саналады. Оны ешкім архив емес деп айта алмайды. Және архивті сөйлету деген нәрсе бар. Енді мына осы нәрсеге келсек та, мысалға, архивке әркім бара алады. Қазір кез келген адам архивке барып, мен енді бірдеме зерттеймін десең, есік ашып тұр, зерттей бір. Үлкен ғимаратқа кіресің, не зерттейтінін өзің білмейсің, өзің тақырыбыңа байланысты материал қайдан табатынын білмейсің. Тапқан күнде де сізге алдыңызда тұрған қағаз сізге ештеме айтпайды ол. Бір ғана жапырақ қағаз, оны сіз оқығанмен ары қарай нете алмайсыз. Сондықтан осы архивті, газетті көбірек пайдаландым архив ретінде. Ал енді шын мәнінде кәдімгі архивке де бардым. Мен ол жағынан да кенде қалмау керек деп есептеп, сосын архивке бардым. Әсіресе маған енді 90-нан кейінгі архив қызық болды, тәуелсіздіктен кейінгі. Сонда архивте материалдар табу өте қиын бізден. Мен бір таңғалған нәрсем былай да, мен осы жерде сіздің эфиріңізді пайдаланып айтып кетейін. Жалпы архив деген нәрсені бізде бір киелендіріп тастаған. Біздің өзі қазақтың айтады бар ғой, өзінің жұмыс істейтін жерін қара шаңырақ деп айтады ғой, бәрі өзінікін қара шаңырақ киелі жер деп айтады. Архивке барсаңыз, олардың басты мақсаты оқырмандарға мүмкіндігінше құжатты бермеу. Кіргізеді сізді. Есік алдында 4 адам отырады автоматпен. Бірақ кіріп жатқан адам жоқ, оқырманша келіп жатқанда астында бір зерттеуші келеді, бірақ 4 адам охранамен күтіп отырады жаңағы автоматпен. Сосын мүмкіндігінше сізге бермейді, берсе де былай. Мен жаңа айтып отқан оңай жолда айтқан былай, архивті аласыз, әр бетті копиясын салатын кезде олар өздері копиясын жасап береді, сосын оған мөр басып береді. Сіз ойлаңыз, мен кәдімгі смартфонымда тұр, менің смартфонымда кем дегенде 4000 сурет бар да. Суретке сұрап кеткен ғой. 4000-нан да көп әлдеқайда. Ал біз әр жерден әрқайсысына күн тағы да бір 10 беттен артық па, 15 бет па, мен ұмытып қалдым қазір. Соның артықта копиясын алуға болмайды. Сонда мен ана копияларын қай уақытта аламын мен сонда? Ғылым қалай жасалады сонда? Мен түсінемін, ғылыми жұмыспен алып жүргендерге кішкене олар басқаша қарайтын шығар, бірақ менің көзқарасым архивті де шамалы оқырмандарға қолжетімді болу керек. Көрермен, қарапайым адам кіріп, архивке кіріп, мен атам не болды деп зерттей алатын жағдай болу керек та. Ал сіз ол жерге бару үшін маған бүйтіп айтты, сізге болмайды деді бұл жерге кіруге. Неге болмайды? Бұл жерге кіру үшін әуелі парламенттің архивін алып келіңіз. Маған парламенттің несі керек болады? Иә, рұқсатын алып келіңіз деді. Мысалға 91 жыл Қазақстан тәуелсіздік жарияланған күн бар ғой, 16 желтоқсан. Соның алдында жоғарғы кеңестің төрағасын сайлады. Оның күндерін бәрін біліп отырмын да. Енді сол кезде стенограмманы көруім керек мен. Стенограмма жазылады барлығына. Соны барып сұрасам, ол үшін сіз, иә, бізде ондай папка бар, бірақ сіз оны парламенттің рұқсатын әкелуіңіз керек деді. Жақсы, мен оны әкелейін дедім. Мен түсінбедім, бірақ парламенттің рұқсаты не керегі бар мысалы? Айырылды жүрген, бір қаңғып жүрген Асылхан Мамашұлы парламентке кіріп, архивке барады. Ал парламенттің басшылары соған мынау архивке барып отыруына болады. Жұмыс жоққа дейін басқа соларда. Олар істейтін ерігі отырмасын да, ойлаңызшы. Сосын жарайды, оған келістім, сөйтсем маған айтып, бүйтіп айтты. Енді премьер-министрдің кеңсесінің рұқсаты керек деп айтты.
мысалға да. Ол не үшін керек десем, олар да рұқсат беріп өтті. Сосын мен премьер-министрдің кеңсесінің бір шиновнигімен 2 сағат сөйлестім. Қайта Құдайға қараған жігіт екен. Ол менімен сөйлесіп, және ауыз ашылып таң қалып, аға сіз кете беріңіз, бара беріңіз деп, сол архивіңізге ше. Архивке барып қонсаңыз да, уже жатсаңыз да біздің шаруамыз жоқ деп. Тым қатысымыз жоқ біздің деді. Мен айттым, қатыстарыңыз бар сіздердің. Содан ақырында парламенттен бір өзім танитын сол бір адамдар арқылы бір жапырақ қағаз жаздырып алдым. Әшей. Өзім текстін де өзім жазып бердім. Бете салыңызшы мені, болды. Содан кейін барып кіргізді, бірақ кіргенде де жаңағыдай бір жапырақ қағаз қарасаң жанында нетіп отырады, жаңағы не қылып жатсың сен, не қарап отырсың, қандай қағаздарды көріп жатсың деген сияқты нәрселер. Бір сондай сенімсіздік білдіру адамдарға. көлеңкесінен қорқу. Иә, мен бұны білем, архивтің жалпы жұмысы осындай, негізі бұл ұлттық қауіпсіздік комитетінің баяғыдан қалып кеткен дәстүрі ғой. Адамдар қалып қоймау керек артына сен. Сосын кейде бұрын бүйтіп отыратын, ана кімдер Алаш зерттеген адамдар айтады, архивтің қағазын бір бетін көрсетеді дейді, бірақ мына бетін ұстап отырады дейді, мына бетін көруге болмайды деп. Вот сондай. Міне осындай кедергілер болды. Сонымен мысалға енді қараңыз, сізге бір нәрсе айтайын. 91 жыл желтоқсанның 16-сындағы Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған күндегі парламенттің стенограммасы жоқ мысалға. Кім қалай сөйледі, кім не айтты деген мәселені біз көруіміз керек қой қазір енді. 30 жыл өтіп кетті ғой енді. 30 жыл өтті ме, қанша жыл өтті? Сол жоқ, бермейді мысалға. Жоқ дейді бізде. Қалай жоқ? Сосын мен Алматыға барамын. Сіздерден бассам, олар ант сушет, оллахи, беллахи, бәрін Астанаға бергенбіз. 91 жылдың 1 желтоқсаннан бастап бәрі Астанада дейді. Астана келсем бізде жоқ дейді. Болды. Жабық керек көз. Ал желтоқсанның несі қайда? Папкалары қайда? Бізде жоқ дейді. Болды осылай. Біріне бір сілтейді. Мен шамамен кімде бар екенін, қай жерде бар екенін де білемін. Сосын жалпы мен бір нәрсені ойладым да, бұл архивпен жұмыс істейтін болсам, бұл жұмыс бітпейді мен. Одан қайта сол газеттермен жұмыс істесем, сол газеттің өзі сол архивтің мәселесін көріп береді өзі. Иә, сол кездегі кәдімгідей қоғамның айнасын көрсеткен екен деп ойладым, өзім түйдім. Себебі сіз өзіңіз басылымдарға көп сүйенесіз әңгімеңізде, және менің байқағаным журналистерге де көбірек қамтыңыз. Жасарал Қуаншалин, Шерхан Мұртаза, тағы кім, Ермұрат Бәпи деген кісілерді сөйлеттіңіз. Содан байқағаным менің сол кездерде тәуелсіздік алған жылдары кәдімгідей бақтың күші болған сияқты, иә. Мысалы біздерге журналистикада университетте оқытады, бақ деген, журналистика деген 4-ші билік деп. Енді 4-ші билік демесек те соның мысалындай бола алған сияқты. Сіз қалай ойлайсыз сол жылдар? Ол өте тамаша сұрақ, өйткені мынандай жағдай бар. 90-шы жылға шейін коммунистік 91 жылы қыркүйек айында партия тарады, коммунистік партия. Коммунистік партия тараған кезде біздің газеттерде иесіз қалды. Мысалы, қазір егемен Қазақстан, социалистік Қазақстан, ол ақшаны партия береді. Ол партияның органы, үні. Партия не айтты, соны жазады да. А партия тарап кетті, не істейді енді? Бірден егемен Қазақстан тәуелсіз қоғамдық газет деп сөйтіп жазып шығарды ол шекесіне. Сіз ойлаңызшы, қазіргі заманда егеменге басып, сіздер тәуелсіз қоғам газет па, газеттермен сұрасаңыз айтты, қой айналайын дейді, бүйтіп ше, төмен қарап ше. Ал ол кез сондай болды. Ол тәуелсіздіктің алғашқы кездердегі эйфория ғой ол. Сосын мысалға ол кезден Назарбаевтың билігінде онша газетті керек қылған жоқ. Олар ана коммунистік партия тарады, бәрі ол кезде саяси оқиғалар қат-қабат жүріп жатқан. Сосын оппозициялық газеттер қаптап шыға бастады. Тәуелсіз газеттер шықты. Кім оларды қаржыландырды? Оппозициялық. Ол тегін шыққан газеттер ғой ол кезде. Қазір мысалға Азат партиясының газеті болды, мысалы Азат деген газет. Сонымен шыққан адамдар сөйлесін, мысалы Батырхан, Дәрімбет, сосын тағы кім бар ғой? Қазір көздірі, өткенде одан комментарий алып қостым неге. Олар өздерінің кәдімгі қалталарындағы ақшасымен жинап шығарған газеттер. Иә, оның үстіне адамдар да сатып алды ғой ол кезде газетті. Адамдар сатып алды, сосын айтпақшы, адамдар сатып алды, содан кейін ол газет біртіндеп көбейді ғой. Халық оқыса, халыққа қажет болса, халық сатып алады. Егер халық сатып алса, ол газет мықты болады, ол ақша жетеді одан кейін. Сондай замандар болды. Сосын орысшасы да, қазақшасы да сондай бір тәуелсіз газеттер көп пайда болды сол кезде. Ана тілі газет тәуелсіз газет болды сол кезде, білесіз ба? Қазіргі ана тілі газет. Ол қазақ тілі қоғамының газеті болып шықты. Қазақ тілі қоғам дегеніңіз ол тәуелсіз ұйым болып саналатын. Тәуелсіз ұйымның тәуелсіз газеті болып шықты. Қонаевтан сұхбат алуға болмайды мысалға. Ал олар барды да Қонаевтан сұхбат алып 90-шы жылда мысалға. Сондай газеттер болатын, сондай еркіндік болды. Бірақ мынандай нәрсе, ол еркіндік ұзаққа бармайтын еді. Өйткені биліктің коммунистік партия құлағымен оны адамдар қалды ғой.
Назарбаевта қалды да шамалдан кейін уже жан жағына қарайды да кейін не істеу керек деген мәселе. Ана газеттердің өзінің бетімен кетіп жатыр арасында. Біреу былай жайылып жүр. Қолда тұрған кезде бәрін жинай алмай жүріп шақырып алды. Жігіттер давайте ертеңнен бастап мен айтқанымды істейсіңдер деп. Осыған түсірді ғой қайтадан бәрібір. Сосын ол кезде мысалға Егемен Қазақстан газетінің бас редакторы міндетті түрде депутат болады, жоғарғы кеңестің депутаты. Сосын басқа да газеттердің ірі газеттердің редакторлары депутат болатын сондай. Сөйтіп басында тәуелсіздіктің басында Назарбаевтың кезеңінде ресми баспасөзден өкімет сәл айырылып қала жаздап, демократияны орнатып, кейін олар бірден түсінді, сөйтті да кейін ана 93 жыл жоғарғы кеңесті тарататын кезде қатты пайдаланды. Егемен Қазақстан мен Қазправда, мен тек үлкен газеттерді айтып отырмын. Соларды қатты пайдаланып айдап салды. Яғни бір белгілі уақытта өзінің мақсатына пайдаланды оны. Сол кезде жаймен көрінді. Бірақ оның өзінде де қазіргідегідей емес, қазіргімен салыстыруға келмейді. Мен жақында осы сіз атаған бір газеттің PDF нұсқасын алып қарағам. Қазір де енді мысалы саяси нәрселерге ешқандай да бір екінші тараптың пікірі жоқ. Барлығы тек мемлекеттің пропагандасымен айналысып отырған сияқты. Мысалы қазір енді Қазақстанда журналистика бар ма, пропаганда ма біздікі? Керісінше пропаганданың салмағы көбірек болып кетті ма? Енді былай ғой, мен бір баспасөзге әріптестер істеп жүрген баспасөздер ғой, мен қанша таныстарым бар, мен оларға сендер пропагандамен айналысып жүрсіңдер деп айыптағым келмейді. Мен ондай айыптауға құқым да жоқ шығар, моральдық та құқым жоқ шығар, мен оны айта алмаймын 100%. Бірақ тенденцияны айта аламын. Өйткені тенденцияны өзі көрсетіп тұрады ненің екенін да. Өйткені мына биліктің қарамағында істейтін газеттер ол міндетті түрде пропагандамен айналысуға мәжбүр. Өйткені сен ақшаны содан алып отырсың. Сондықтан сен қалай десең сен өзің тамаша журналист болуы мүмкін, бірақ сенің газетің бәрібір Титаник сияқты былай қарай кетіп жатыр да. Сен одан түсіп қала алмайсың ғой бәрібір. Соның ішінде жүрсің. Сондықтан сенің газетің пропагандамен айналысып отырса, сен де соған ептеп үлес қосуға тура келеді. Оның үстіне қазір тәуелсіз басылым жоқ қой Қазақстанда. Бірен саран бар, енді орысшалар бар, бірен саран ғана. Оның өзі үні естілмейді тіптен. Ал басым көпшілігі ақпарат құралдарының бәрі мемлекетке қарайды, мемлекеттен қаржыландырылады. Ал біздің мемлекет өзі ақша бергеннен кейін ешкім аянбайды. Біздің билік ақша бергеннен кейін ешкім аянбайды. Мен ақша бердім, демек менің сөзім сөйлесін дейді. Сонымен пропаганданы қалай істеткіз десе солай істетеді. Енді бізде айтады ғой, конституциямызда бізде цензура жоқ деген сөз бар шығар, мен ұмытпасам бұрын сондай болған. Бар. Қазақстанда цензура жоқ. Мен мына конституцияны алып тастаған болмасам байқамадым. Бар, ода да бар, қараңыз. Цензура жоқ деп жазып қояды да. Цензура жоқ бізде. Бізде еркіндік, бізде демократия бәрі. Айтқанға бәрі тамаша да, бәрі оңай. Шын мәнінде іс жүзінде ондай емес қой. Цензура жоқ болса, мысалға мен кеше фильмде де айттым. Алтынбек Сәрсенбаевтан 94 жылы күзде премьер-министрдің орынбасары болып тағайындалатын кезде 6-шы шағанова қарсы болған. Парламентте біраз депутаттар қарсы болған. Сонда бақ туралы заңның кешігіп жатқанын сұрайды. Сонда Алтынбек Сәрсенбаев айтады, бұл енді заң қабылданады ғой бәрібір дейді да. Бірақ бұның өзі бәрі уақытша дейді. Өйткені болашақта бақ туралы заң керек болмауы мүмкін дейді. Өйткені конституцияда цензура жоқ деген сөз бар. Болды онда. Бақ шыға берсін өзі. Оны басқа заңның тетіктерімен реттей береміз. Оны бақ туралы заң деген сөз былай ғой. Газетті шығарып қоясыз да, мен сосын бәрін сіз не істейтініңізді бәрін жазып қоямын да. Мына жерде бүйтесіз, мына жерде оңға бұрыласыз, мына жерде солға бұрыласыз, мына жақта светофор, мына жағы қызыл, мына жағы қызыл. Жасыл жоқ сізге. Өзім жағып беремін жасыл тек қана да. Сіз сол жермен жүресіз болды. Ол жерде қандай еркіндік болуы мүмкін? Еркіндіктің өзі абсолют еркіндік деген әрине кішкене даулы нәрсе ғой. Ол да бар нәрсе абсолюттік еркіндік деген. Бірақ салыстырмалы түрде әлдеқайда еркін болуға болады да. Енді біздің бірақ оған биліктің шыдамы жетпейді. Оған биліктің оған қорқады билік, сескенеді. Қорқпайтын биліктер бар мысалға. Енді мен қарапайым бір мысалды айтайыншы сізге. Мен бірді айтып бірге кетіп жатсам, сіз өзіңіз тоқтатып қоясыз. Мысалға Азаттық радиосында мен өзім көп жыл істедім. Сонда көп сұрақ туады және үнемі қойылады. Бұдан кейін де қойылып жатыр. Ақшаны кім береді сендерге дейді да. Вот, мәселе қайда жатыр. Ақшаны Азаттық Америкадан алып отыр. Демек, ол Американың сөзін сөйлеп отырсыңдар сендер дейді. Америка сендерді айтып отыр ғой, бәрін айтақтап отыр ғой, соның сөзін сендер жасап отырсыңдар ғой деп айтады да. Осы сұрақты мен неге Азаттық радиосына өзім барған кезде өзім-ақ қойғам бірінші бас редакторына. Сол бастығымызға қойғам.
Мен мысалға ақш-тың президентінің әрекетін сынап жазсам бола ма Азаттық радиосында деп? Бұл енді өте баланың сұрағы да мен қойған. Бірақ мен ол сұрақ қоюым керек болды. Сонда айтты, егер сіздің қолыңызда фактілер болатын болса, онда тіпті жақсы деді. Талқандап тұрып Американың президентін бытшын шығарып тұрып мақала жазыңыз, бірақ бәрі фактімен болсын деді. Басамыз деді, ешқандай мәселе жоқ деді. Көрдіңіз ба айырмашылығын? Сонда былай. Енді қысқартыңқырап айтқан кезде ақш-тың конгрессінен ақша бөлінеді. Конгресс бюджет бекітіп береді да. Сөйтіп ақш мысалға Азаттық радиосына, сосын тағы бір 3-4 осындай ақпарат құралы бар, халықаралық, соларға ақша бөледі. Сөйтеді да бұлар бүйтеді. Бұлардың тапсырмасы былай. Біз сендерге сұраған ақшаларыңызды бердік, айналайын бізден аулақ жүріңдер. Көзіме көрінгенде жоқ болыңдар дейді. Сендерге бірақ тапсырма бар дейді. Мына адам құқығы, бұл жалпы адамзатқа ортақ құндылық қой, адам құқығын сақтау, осы мәселені осы жолда жұмыс істесіңдер болды дейді. Адам құқығы, демократия, сөз еркіндігі деген мәселені сіздер үнемі қозғап тұрсаңыздар, осы жолда жұмыс істесеңдер, біз бітті, басқа тапсырма жоқ сіздерге дейді. Оны қалау, сіз сол адам құқығы, демократияның жолында бізді сынап жатсаңыздар да дейді, конгресс мысалға. Біз сіздерге ештеңе айта алмаймыз, айтпаймыз дейді. Міне былай қарасаңыз, осы нәрсені ешкім түсінбейді бізде ше. Демек, ақша берді, онда әкеңді танытады, ертең өздерінің айтқанын істейді. Жоқ, олай емес. Ол жақта ақшаны береді, бірақ сен сол ақшасын алып тұрып өздерін сынай беруің болады да. Бұны қазақы ұғыммен айтқан кезде бұны мәрттік деп айтады. Былай қазақы өте қазақы ақша береді, бірақ мен дұрыс демесем мен де сынай бер дейді. Міне осындай көзқарас, осындай ұстаным жоқ қой. Мысалы бізде азаматтық қоғам дамыту үшін дейді да жаңағы үкіметтік емес ұйымдар деген көп бізде, иә. Бағып жатыр көп. Егер сол үкіметтік емес ұйымдардың бәрі шынымен де ашық жұмыс істеп, шынымен де адал жұмысын көрсететін болса, біздің біраз нәрсеміз ашылып қалады. Олар неге бұғып жұмыс істейді? Есеп үшін жұмыс істейді, көпшілік сондай оған. Сонда былай, өкіметтің өзі үкіметтік емес ұйымдарға ақша береді, сосын айтады, мынандай тапсырмалар бар, соны орындайсыңдар дейді. Болды. Және соны талап етеді. Былайша айтқанда, ақша бердім бе, мен айтқанымды істе деген сөз. Жаңағыдай мәрттік жоқ. Егер сондай мәрттік болатын болса, ол кезде баспасөзде тәуелсіздік пайда болады. Иә, түсіндім. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, пропаганда бәрібір мемлекет қаржыландырғандықтан болады деп. Мысалы, мынадай оқиға болды, мысал келтірейінші. Қаңтар оқиғасынан кейін мен танысып бір желіде жазба оқып қалдым. Сол кезде мемлекеттік арналардағы журналистерді сынап жазды, айыптап. Мародерлар деді, экстремистер деді, халыққа қарай. Сол кезде ешқайсысы мен айтпаймын, бұл хабарды таратпаймын деп айта алмады. Бұл журналистерді тарихтың алдында өзінің жауабын беру керек деп жазды сол жазба. Енді сұрақ, мемлекеттік арнада журналистер жұмыс істеп жүр. Тапсырма солай, редакцияның алдындағы міндет бар. Бірақ халықтың алдында да жауапкершілік бар. Осындай кездерде, осындай дилеммаларға тап болған кезде, жас журналистер қандай әрекетке бару керек? Арғынбай Бекбосын деген журналист болған, осы депутат болды өзі. Тараздық ойын ұмытпасам, нақтысын білмеймін. Соның жас алғашқы әлі Егемен Қазақстанға шыққан мақаласы бар. Менің ең қатты ұялатын репортажым деген бе осындай бір мақаласы бар. Сонда осындай кезіндегі бір нәрсеге ұрынып қалған бір науқандар болады ғой жаңағыдай. Ура деген науқанға ілініп, ол жастау журналист кезінде алғанда ұрып жазып тастаған ғой жаңағы. Енді жартысы өтірік қой мақаласын. Соны кейін өзі ақыл есі тоқтатқаннан кейін, есейгеннен кейін өзі қарайды ғой, мен не жаздым деп. Газетте тұрып бәрі. Соны өзі жазғанда, жастар дейді, осындай нәрсеге ұрынып қалмаңдар дейді. Жазбаңдар бұндай дейді. Өйткені ертең алтыннан шығады дейді барлығы. Сіз айтып отқан нәрсе осы. Иә, сіз сол газетте жұмыс істейсіз. Сіз сол жерде нан тауып отырсыз. Бүгін мақала жазбасаңыз сондай, сіз жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін. Онда жазыңыз. Бірақ онда ренжімеңіз. Ертең сіз тауып алады бәрібір. Мысалы, мен Кветковская мақаласын шығардым ғой кеше. Кветковскаяны Асанбай Асқаров талқандап жазды. Сосын тағы бір ағамыз болды сол кезде. Ол қазақшасын жазды, ана кісі орысшасын жазды. Екеуі тепкілеп тұрып жазды, артынша сотталды. Олардың жазбаса да сотталады, бірақ басқа біреу жазады ғой бәрібір. Бірақ солар сол кезде құрал болды ғой кәдімгі. Және мақалаларын көрсеңіз сұмдық удайды және жала барлығы ше. Сөйтіп ана Асанбай Асқаровтың сотталуына қатты үлес қосты. Сол Нури Муфтах деген қазақтың белгілі журналисті, сол кейін оппозицияда жұмыс істеді. Бірақ сол кісі қателігін ерте түсінді, сөйтті да бір көп өтпей, ол 2 жылдан кейін сол Асанбай Асқаровтың түрмеден шығу үшін ол көп мақала жазды. Сөйтіп алып шықты.
бірақ бәрі қалып қойды ғой, мен оны тауып алып шығардым ғой. Сонда бүйтіп айтады, Асанбай Асқаров өзі ақындығы бар кісі, былай енді керемет болмаса да әйтеуір өзінің ішкі ойларын өлеңмен жеткізетін болса керек. Соның кітабы да шыққан ба, сондай бірдеңесі бар, соны тауып алады. Асанбай Асқаров Қонаевтың серігі, әрі құдасы. Өлең қарашы қандай тамаша дейді да. Тамаша өлең. Осындай абзал адамнан мынандай жаңағыдай қылмыскер, жаңағы бір өте оңбаған адам қалай шығуы мүмкін дейді да. Екіжүзділік дегеніміз осы емес пе деп сондай қылып жазады. Мысалға да бұл жаңағыдай биліктің тапсырмасын орындау ғой. Ананы жермен жексен қылып тепкілеуді. Квятковский одан да асырып жүреді. Сөйтіп кейін мынандай жағдай бәрі белгілі болды ғой бәрі. Бірақ сонда мәселе тауып алып тұрмыз ғой біз. Мен тауып алып, мен болсам басқа біреу тауып алады. Квятковская мысалға Серікболсын Әбділдин туралы жазған мақаласы мысалға да. Асанбай Асқаровты қаматуға себеп болды. Квятковская мақаласы, одан кейінгі тағы бір удай бір мақаласы Серікболсын Әбділдин мен Назарбаевтың арасында екеуін ушықтырды. Ол тапсырма Назарбаевтан түскен, тапсырманың орнына Қазправдаға шыққан. Ақыры 2009 жылы кімді соттатуға, Мұхтар Жәкішевті 14 жылға соттатуға да себепкердің біреусі болды, пресс-конференция өтіп. Яғни осындай таңдау келген кезде өзіңіз білесіз, бәрі сіздің алдыңыздан шығады. Енді мен сізге бір нәрсе айтайын. Осы келе кезеңді жасап отқан кезде баспасөздің көпшілігін шолдым. Сонда мен көп журналистің бұрын жазған мақалаларын көрдім. Мен ұялтқым келген жоқ, шын айтсам. Мен бәрін атап айтып, бүйтті сөйтті деп ұялтқым келген жоқ. Кейбіреулерін айттым, бірақ енді көпшілігін мен айтпадым. Енді ешкімнің біреудің бетіне баса берген жақсы емес қой, бірақ мен көрдім. Адам ұялатын мақалалар бар. Егер қатты бір өшпенділікпен жазатын болсам, мысалға олардың бәрін шығаруға болады да. Және мен айтып отырғаным ол 95 жылға дейін кезең. Ал 95-тен кейін 2000-нан әсіресе 2010-нан бері қарай пропаганда бізде ашық жүрді. 2010-нан бері қарай ол да бір кезең. Сол кезде шыққан газеттердің мақалаларының бәрі түр, ешқайда кеткен жоқ. Өзі сайтта жоқ, 2010 сайттар еден шығып жатқан кез ғой. Сіздің жазғандарыңыздың бәрі түр, ешқайда кеткен жоқ. Біз тауып аламыз ертең, оны аламыз да сөйтіп шығарып қоямыз. Сіз кімді қалай тепкіледіңіз, жазық жоқ, бір оппозицияда жүрген бір адамды алдыңызда қалай ұрғыладыңыз, бәрі тұр ғой сол жерде. Сонда бір қулықты көрдім, 94 жылы ма жоғарғы кеңес тарататын кезде оппозицияны ит дерсін басына мақала жазған Егемен Қазақстанға. Мен адамда жазу стилінен танимын сол кезде кейбіреулерді. Мен білемін оның авторында кім жазған, бірақ өзінің атын қоймаған да. Ол Егемен Қазақстан журналистерінің атынан деп қоя салған да. Көрдіңіз бе қулықты? Осындай редакцияның атынан қоя салады. Мен сұрағыңызға жауабым сол жаңағыдай. Егер таңдау тұратын болса, өзіңіз біліңіз. Ертең ұялмаймын десеңіз, онда өзіңіз келіңіз. Мен бір рет шығарғам, Арғынбай Бекбосынның мақаласын шығарған. Менің ең жексұрын репортажым деген сондай мақала болатын. Өзі жазды сол кісінің. Сондай жексұрын репортаж жазып қалмасын ешкім. Ішкі цензура деген нәрсе бар ғой журналистерде. Жаңа айттық, конституция біздің бұрынғысы да, қазіргі жаңасында қарадым, онда да бір жолмен жазылған цензураға тыйым салынады деп. Бірақ былай да адамдардың арасында пікір айтылады. Негізінде цензура жоқ, бірақ журналистердің өзінің ішкі цензурасы бар. Манағы архивтегі сияқты ғой, өзімен өзі қорқып жүретін. Сіз не дейсіз, ішкі цензура қандай бізде? Ішкі цензура сыртқы цензурадан туады ғой. Сосын бізде ол өте қатты, ол цензура емес, ол мінез болып кетті бізде. Адамның ішкі мәдениеті ғой цензура дегеніңіз. Ішкі мәдениет кейде ұялу керек, жазбайтын нәрсені жазбаймын деп айту керек. Бетің былш етпейсің жазасың да, сосын цензурадан көре саласың, жоғарыдан бастықтан көре саласың. Сосын мен бір нәрсені кішкене нететін, бас редакторлар әсіресе. Бізде бас редакторлар клубы дегендері бар да. Клубы бар арнайы. Өңкей бас редактор жиналып отырады да, ауыл шаруашылығын талқылайды да. Сен журналистиканы талқылауың керек. Сонда былай, күрес деген нәрсе бар. Өмір күрестен тұрады. Бұл өмірде барлық нәрсе күрестен тұрады. Сен баспасөз жағында жүрсің, соны басқарып отырсың ба? Демек, сенің жауың министрлік болу керек негізінде. Ол мен былай тырнақшаның ішінде айтып отырмын. Министрлік ол міндетті түрде үкімет, билік өзінікін қай билікте сондай? Трамп та сөйтіп жатыр ғой қазір. Біздің билікте сондай. Мен айттым, соны істе деп айтады. Сен бірақ оған уәж айтуың керек. Олай емес ол. Былай істейік ол жерде. Сен уәжіңді айтып оған түсіндіруің керек.
түсіндіріп, егер түсінбей жатса, онда столдан тұрып, мен бұндай қызметін істемеймін деп кетуім керек. Сіз маған айтыңызшы, қандай қызметкерді басқаяқтарды көрдіңіз осы уақытта? Мен министрлікпен келіспей кеттім деген нәрсені. Мен ондай қызметтен кеткен адам есімде жоқ, білмеймін тіптен. Олар бүйтеді, қазіргі уақытта жоғарыдан тапсырма түседі, басқаяқтар тапсырманы алады да, орындаңдар деп басқа журналистерге бере салады. Өзі тек ақ түсттен ақ содан таза отыра береді. Бірақ жауапкершілігін көтеру керек ол. Бас редакторлар осындай болғаннан кейін журналистер олар да қорқады. Енді бас редактор министрдің тапсырмасын орындау керек қой. Ол үшін журналистерді қысады, жұмыстан шығарады. Мысалы, енді мына заманда бір жерде жұмыс табу да оңай емес та. Сананы тұрмыс билеген заман ғой енді барлығы. Сондықтан енді осыны кім көріп жатыр деп зік-зік етіп жатады да жібере салады журналистер. Ол ішкі цензура осында осы жерде шығу керек. Ішкі цензураның екі жағы бар. Біреуі жаңағыдай жазбайтын нәрсені жазбау, екіншісі жаңағыдай күресу. Журналистің өзі де күресу керек. Мынау болмайды, мен бұндай нәрсені жазбаймын деу керек. Айту керек. Және дәлелдеу керек. Сосын бір нәрсе бар да, журналистика деген ол шығармашылық тұлға ғой қараған кезде. Ол да бір шығармашылық дүние, сен шығармашылық дүниені сенде ішкі еркіндігің болу керек та. Мен мынаны жазамын, мынаны жазбаймын деген сияқты. Бүгін күреспен айналысып, ертең барып бимен айналысып кетпейсің ғой. Сол сияқты ол өзінің ішкі еркіндігін өзі қорғау керек журналист. Егер тіпті болмай жатса, кету керек. Кетсе, бірақ баратында бізде аса бір тәуелсіздеу журналистика болмағандықтан да таңдау шектеулі болып тұр ғой. Енді біз өзіміз жұбатамыз негізінде осылайша. Бірақ қараңызшы, бізде қаншама адамдар болды оппозицияда жүрген, оппозицияда күрескен. Мен басқаны айтпай ақ қояйын, Жасарал Қуанышәлінің өмірінің соңғы жағында көрдім да. Мен осымен қатты араласым демеймін, бірақ мен пікірлерін тыңдап жүрдім. Сосын кітабын сатып алдым бір рет. Кітабы шықты, Бішкектен шығарып әкелді. Сонда кезінде депутат болды ол кісі, жоғарғы кеңесте депутат болды. Назарбаевпен де жақсы болды, бірақ кетісті ғой Назарбаевпен. Бірақ содан ол тұрмысы жақсарып кеткен жоқ. Өмірінің соңғы жағында менің байқауымша ол кісінің тұрмысы нашар болды. Сонда кітабын сатып алдым. Қартайған кезі ғой, қартайды, әлі де бірақ қайраткер болып жүр. Сонда кітабын сатып алуға барғанда ішінде былай кәдімгідей қуанып қалғанын байқадым да. Өйткені оған ақша ғой ол. Мен ешкім мәжбүрлеген жоқ, мен кітап шықты енді естіп, өзінен барып сатып алдым кітабын. Сонда кішкентай болса да көмек етті. Солар күресті ғой бірақ. Сіздер мысалы олай күрескіңіз келмейді, мен аштан өліп қаламын деп ойлайсыз. Сөйтесіз де жаңағы кірісіп жүре бересіз, сосын ертең кінәласың айтасыз, мен кінәлі емеспін, бірақ онда күрес онда. Адам бір жағын ашу керек қой былай қараған кезде. Немесе мына жағында көтер, немесе мына жаққа шық деген сияқты. Ал енді егер өйтіп күреспейтін болса, онда күрескерлерді қайтып бағалаймыз. Жақсы, түсіндім. Сіз енді бұрын баспасөзде жұмыс істедіңіз, Азаттықта жұмыс істедіңіз, сол кездерде Арамедиада да жұмыс істедіңіз. Сыртқы цензура болды ма? Мынаны жазба деген сияқты сізге? Жоқ, мен мынандай нәрсе айтпақшы, айтып кетейін. Ана тілі газетінде жұмыс істедім 1,5 жылдай. Мен өзі мемлекеттің газетінде істеген солақ. Алдында Қазақстан ұлттық энциклопедиясында жауапты хатшы отырмын. Ол энциклопедия ғой, ол жерде жаңағыдай мынау жазба демейді, ол кәдімгі ғылыми анықтамалық кітап қой. Сонда ана тілінде Мақсат Тәжімбат деген өте талантты, өте білікті маман болды, бас редактор болды. Сол кісімен сөйлесіп жүрдім, былай жақын тартты, жанында кәдімгі ашық сөйлесе беретінбіз. Сосын мен оппозициядан сұхбат алып шығарсақ немене болады екен, шығарайық та деп айтатын, күледі, сосын шығардық тіптен. Сол кезде қып-қызыл оппозиция болып жүрген біреуіне бардым да, әлі есімде. Сізден сұхбат алайын деп келдім деп, ана кісі шалқадан сөзді қалай болып, ана тіл мемлекеттік газет, менен сұхбат алмақшысыңдар ма деп. Онда тұрған не бар екен деп, жарайды деп, ол да жаңағыдай бір қатты құрысын жойылсын деген жоқ, сол газетке қатты зиян келтірмейтін деп сұхбат берді, бірақ ең басты соны жариялады ғой, басты ғой. Сосын айттым Мақсат ағамызға, мына ертең ештеме демесе қират тастайтын да сөз жоқ қой мына ішінде дейді, онда тұрған не бар, бере берейік деп шығарып жіберді. Ештеме де қалған жоқ сол үшін. Яғни ол жауапкершілікті мойнына алды, және ол өте мықты жігіт еді. Ол жерден жұмыстан шығарып жіберсең, ол басқа жерден бәрібір тауып алады. Ең ақырында ол ғылыммен шұғылданып кетті, сондықтан қорықпайды ол, мен бір жерде далада алып қоямын екен деп. Сол кезде ол кісінің мынандай сөз есімде алып кетті. Мен сосын аламда жаңа кейде өкіметке қарсы сыни көзқарастарды жазып жіберіп едім. Сонда маған бүйтіп айтқан ол бір рет. Асылхан деді, жаза бер деді, білем ғой сен қалай жазатынын деді. Бірақ анау ондыққа тиіп кетпеді. Кімдер?
ондық деген президент 9-дықты ұра бер деді. 9-дықты ұра берсең, сол бытырасы барып 10-дыққа тиеді ғой деп сөйтіп айтқан. Ал енді 10-дыққа тисең дейді, 10-дыққа тисең мына газеттің жабылып қалады ғой деді. 9-дықты ұра берсең, сол бытырасы барып тиеді ғой дейтін да. Сол 9-дықтың өзіне зар болып қалды ғой қазір. 9-дықты аталмайды қазір. Ал 10-дық дегеніңіз не ғой, ортасында нүктесі. Иә. Сондай кездер болды. Сосын енді азаттықта жүрген кезінде ондай сырттан ықпал күш не болған жоқ мүлдем. Өйткені ол шетелдік ақпарат құралы ғой. Оған бізге мынандай жазыңдар деп Қазақстан үкіметінің оны әмірі жүрмейді ешқандай. Әрине журналистерге қысым жасайды, ақпарат бермейді. Ол енді ол бөлек әңгіме. Сосын көшеде митингілер түсіруге бардық талай. Алдынан газетті алып камераның алдында бүйтіп тосып жүргендер көп. Тікелей эфирге тұрған кезде алдында кәдімгі арандатушылық жасап, кәдімгі сені боқтап, мен өзімде де болғанмын ғой. Тікелей эфирдің кезінде мен төбелесе алмаймын ғой енді. Сондай жағдайлар, ондай кедергі жасау жағынан енді қатырады. Біздің өкімет ол жағынан енді ол шебер енді. Кедергі жасау, тосқауыл қоюды барлық тыйым салу дегенде ол туабітті қасиеті ғой біздің өкіметтің. Жарайды, енді онда мынадай сұрақ, ішкі цензура туралы. Ерлан Қариннен сұхбат алдыңыз ғой? Бұны негізінде қозғап сізден сұрады адамдар. Бірақ дегенмен де менде сұрайын. Пікірде айтылған мынадай жазба бар. Асылхан баталмай отыр. Батып сұрақ қоймай отыр деген өзіңіз оқыған шығарсыз. Сол кезде сізде ішкі цензура болған жоқ па? Жоқ, менде ешқандай да ішкі цензура болған жоқ. Бірінші мен бұл сұраққа бұрында жауап бергенмін. Тағы да айтайын, және жасыратын ештеме жоқ. Өзі басында сол кезде кішкене уақыт бар ма, мен кеңірек айтсам? Иә. Сол кезде Қазақстан тарихын шетелдің ғалымдары, әсіресе Ресейдің ғалымдары жазады екен деген әңгіме көбейіп кетті. Мен тарихшы достарым өте көп. Яғни көріп отырдым кімнің келіп кетіп жатқанын. Сосын Қариннің өзі де Ресейге барғыштап жүрді. Ресейде Мединский деген Украинаның тарихын жазған не бар? Кәдімгі Путиннің кеңесшісі бар. Украинаның тарихын сол жазған. Олар енді отаршылдық тұрғыдан жазады ғой. Сонымен кездесіп жүрді. Сондай әңгіме көбейген кезде мен арнайы бір 2-3 материал жасадым YouTube каналымызда. Содан кейін өзі хабарласты. Мен онысына, Ерланның онысына мен мысалға разымын. Енді өзің реакция білдіріп жатсаң, оны несі жаман, жақсы. Өзі хабарласып, сосын әңгімелесек деді, мен жақсы әңгімелесек. Сонымен Алматыға келді, сөйлестік. Сосын 2 сағатта әңгімелестік. Сосын айттым, бұны маған айтқанша енді камераға айтпайсыз ба? Мен былай да білемін, жалпы үлкен саясаттың ар жағында не жатқанын бәріміз де білеміз ғой. Бірақ қоғамға түсіндіріп айту керек. Сонымен оны жай өзіңізге айтқаным ғой деп қоя салды. Сосын мен архивтің жұмысын көрсеткім келді. Маған архив қызық. Өткен ана мақсатында бар ғой. Сонымен архивтің жұмысын көрсетейік деп ол кісі қуанып кетті. Онда тіпті жақсы архивтің жұмысын көрсетейік деп, соны архивтің ана ескі құжаттар бар ғой, соны қалпына келтіру жұмыстары, лаборатория қалай жасайды деген маған шынымен де қызық болды. Соны түсіріп, сосын артынан шығып баратында айттым, Ерланға айттым, сұхбат бермейсіз бе енді, осы жөнінде айта салмайсыз ба, неменесі қиындығы? Онда деді, осы тарих жөнінде ғана айтсақ сұхбаттасамыз ба, жоқ әлде сіз аласыз бүкіл Қазақстанның бүкіл тарихын менен сұрайтын тұрсыз ба деді. Мен айттым, маған басқа нәрсе емес, Қазақстанның тарихын, қазіргі тарихын кім жазып жатыр? Осыған жауап беріңізші. Өйткені фокус бір-ақ нәрсе болу керек. Мен тарих сұрап отырып, қаңтарда не болды деп сұрай алмаймын мысалға да. Сұрауға да болады, бірақ ол өзі былай журналистің мәдениет дегенде болады. Өзі сұрақ қоятын орында болады кейде да. Кейде орынсыз сұрақтар апарып көрсетіп қоя салмайсың. Жалпы алдында сұхбат берушіні ыңғайсыз жағдайда қалдыру ол міндет емес. Бізде адамдар ойлайды да жаңағы тарс етіп бір сұрақ қойып, ана сұхбат беруші шенеунікті састырып тастаса, ол керемет журналист. Жоқ, олай емес. Негізінде мүмкіндігінше алдында отырған адамның ашылғанын ашу керек та. Адами болмысы көріну керек. Ол кім, оның кәдімгі жауаптары, қарапайым нәрселер көріну керек та. Сондықтан мен мысалы алдыма келген адам, мейлі Ерлан болсын, басқа болсын, мен оны бір жаңағыдай сұрақпен төпелеу деген менде мақсат бұрында болмаған, ол кезде де болған жоқ. Және сосын ол жерде сұрақтың өзі көлемі шектеулі болды. Оның үстіне Ерекеңмен сөйлескен кезде уақытымыз өте аз болған. Уақытымыз өткені соңғы жоспарда жоқ нәрсе еді ғой. Ол кісі үлкен қызметте жүрген, бәрі жоспарлап қойған дүние болу керек. Уақыт аз деді, сондықтан сұрақты да мен көп қойған жоқпын. Бірақ өзі көп жауап берді, сондықтан жақсы жауап берсін дедім. Сұрақ тек қана тарих жөнінде болғандықтан мен өзі қойылатын 3-4 сұрағымды қойдым, бірақ және ең бастын айттым. Бұл әңгіме аяқталған жоқ әлі. Сол кездегі негізгі мәселе 7 томдық бет, әлгі қазір жасап жатыр ғой, қайта Ерлан Қарин көрсетіп жүр ғой.
сол кітап шыққаннан кейін тағы сөйлесейік дедім. Шындап келген кезде әлі кітап шыққан жоқ. Мен қазір Ерлан Қаринге қарап, сіз кітапты Ресейдің тарихшылары жазып жатыр деп қанша ұрысқанмен де, немесе Ерлан Қарин қанша ақталғанмен де, қанша растап көрсеткенмен де кітап шықпай тұрып, бұл туралы бәрібір әңгіме айта алмайсың ғой. Сондықтан мен асыл сұрағым көп болған жоқ. Ертең кітап шықсын, жақындап қалыпты өзі, бүгін де шығарып жатыр ғой бірдеме, 6 том деді ма, сонда бірдеме дайын деп қалды. 7 том шықсын, столға тұрсын, әкеліп луып қоямыз да жерге, лупамен қараймыз. Содан кейін Ерлан Қарин мырзаға сұрағымызды дайындаймыз. Одан кейін сұрақ көп болады. Ал енді жаңағыда мен түсінемін, адамдар мысалға алдыңа Ерлан Қаринге отырғанда нақ қаңтарды сұрамайсың деген сияқты. Ол адамдардың сізден күтіп қалған ғой енді адамдар. Адамдардың бәрі сөйтіп сондай бір қаңтар жөнінде жауап алғысы келеді да, қаңтар жөнінде білгісі келеді, бірақ әр нәрсенің өзінің орайы болады. Мен сол жерде тұрып алып сұхбатқа әрең келісіп тұрған чиновникке және өзіміз оған келістік қой, әңгіме тек қана тарихты жөнінде болады. Сондықтан мен оған барып қаңтарды сұрасам, оны мен ыңғайсыз жағдайда қалдырамын, және ол маған қажетті емес. Өйткені негізгі фокус тарих мәселесі. Шындап келгенде ол да аз дүние емес әрине. Мен бұны бірде-біреуін ақтау үшін айтып тұрған жоқпын, және ешкім алдында ақталмаймын да, ақтау міндетті емеспін. Ең басты нәрсе, сол кезде біздің кішкентай YouTube арнамызға шыққан материалдарға Ерлан Қариннің реакция жасағаны мені шынында бір жағынан қатты қуантты. Енді біз сияқты YouTube каналдар көп қой толып жатыр ғой. Әйтеуір соған өзі бір реакция білдіріп, соған келіп сұхбатта беріп кетті. Мен онысына риза болдым. Бірақ әрине сұхбатта ол айтты, адамдар пікірлерін бәрін айтты, бірақ кітап әлі шыққан жоқ қой бәрібір. Кітап шықсын, содан кейін әңгімелесеміз бұл мәселе бойынша. Мен сол кезде өзін айтқанмын, айтпақшы, ертең осы эфирді көретін болса, ол кісі есіне түсіретін шығар деп ойлаймын. Кітап шыққан соң сізбен тағы сұхбаттасамын дедім. Ол кісі жақсы деп келіскен. Егер сұхбатқа келіспейтін болса, ертең онысын тағы айтамыз. Сұхбатқа келісетін шығар деп ойлаймын әлі. Үмітім бар. Жарайды, күтеміз сұхбатты. Бұл нәрсені мен Қанат Тілеуханның берген сұхбатыңыздан есіме түсіп тұр. Қаңтар оқиғасы кезінде ақын жазушылар сақтықпен жазды деп айттыңыз, иә? Иә. Журналистер ше, мысалы қаңтар оқиғасы туралы әңгіме өрбітіп қалдық қой. Бізде цензура бар деген әңгімеден шығады ғой барлығы. Цензура бізде кейде сәл босап тұрады бұрандасы, кейде өте қатты күшейеді. Мысалы қазір дәл осы уақытта қазір цензураның қатты күшейіп тұрған тұсы, өйткені конституцияға референдумға байланысты науқан жүріп жатыр қазір. Цензура қазір ең күшейіп тұрған кез. Сол сияқты қаңтардың кезінде ол кездегі цензура мүлдем бөлек. Және әлі есімде сол қаңтардың 6-сы 7-сінде ма, 10-ында осы қарсаңда жалған ақпарат таратушыларды жауапкершілікке тартылады, және ол бұрынғыдай емес, бұл төтенше жағдайдың кезінде жалған ақпарат тарату, ол есе жауапкершілік деген сияқты сондай мынандай хабарландыру шыққан. Бірақ сол төтенше жағдайда кімнің жалған ақпарат таратқанын кейін түсіндік қой бәрін. Біз енді сол кезде-ақ білгенбіз. Сондықтан баспасөздің көбісі ол кезде шындықты жаза алмады, оны жазуға шамасы да жетпейді, және жазбаған былай тұрсын, жаңа үндемей қалуға да болатын еді, бірақ соған қатты үн қосты. Өтірікті де жазды, бұрқыратты, фильмдерді түсірді, қаншама фильм түсірді, қаншама ресурс кетті негізі. Көпе-көріне өтірік нәрселерді айтты. Мен көрдім, тіптен бір нені уақытыңыз болса айта салайын. Уақыт бар. Астанаға бір келгенде, Астанада театр институты бар ғой осы жерде, өнер академиясы ма қалай? Сондай бар, солардың екі режиссерінің несі болады, фильм болады, қаңтар туралы фильм болады. Мен соны естіген соң бардым. Барсам зал толып отыр екен, мен ең соңында отырып алдым. Төбеде тұрады екен несі. Ең соңында бір орын тауып отырдым. Фильмді қарап отырсам, Алматыда қаңтар кезінде орталық музейде бір қызды сол жерде қызметке зорлаған. Қаңтар кезінде. Зорлап, оны әбден қинаған, сөйтіп ана фильмде солай. Қызды шашынан былай сүйреп апарып екінші қабатқа көтеріп кетіп бата, сосын бір зорлап атқан нелерінде былай сыртынан былай көрсетеді. Соны сұмдық трагедия ғой былай. Сосын да фильм бітті. Басқа да нәрселерін мен көріп отырдым. Сосын ал енді талқылаймыз деп сол жерде. Сөйтсем барлығы өздерінің сол университеттің студенттері, мұғалімдері, профессор да көп және ол жерде. Сосын бірінші сұрақты мен қойдым. Ең артында отқам. Егер сол кезде бірінші қойып қалмаса, маған қойғызбайтын еді. Сұрақ қойға бола ма деп айқайлап, бәрі жалт қарады дейді. Бірден сұрақты қойдым шынар. Сол қаңтар күні сол жерде музейде қыздың зорланғаны рас па жоқ па? Режиссер мырза, сіз жауап беріңізші дедім.
ана кісі ондай сұрақ күтпеген болса керек. Негізі бұл енді ойдан шығарылған, ешкім ондай зорланған жоқ. Енді қараңыз, сіз өзіңіз деректі фильм түсіріп тұрсыз да, өзіңіз қоғамға үлкен әсер ететін осындай оқиғаны осылай баяндауға сіздің қалай дәтіңіз жетеді? Бұл анық пропаганда ғой. Өйткені сол кезде ана жерде зорлап кетіпті, ана жерде медсестраны зорлап кетті деген әңгімелер ресми баспасөзде айтылды, соның барлығы. Ресми ақпарат құралдарында айтылды. Ал соны ілік қылып алып, мыналар соған фильм түсірді. Кәдімгі актер жалдап ше, ол бір қызды шашына сүйреп баратады, бет аузы қанған. Сөйтіп олар сондай фильм түсірді ғой. Ол өтірік қой бұл деген. Ал бірақ бұл фильм ол шамамен 1 жылдан кейін ба, әлде жарты жылдан кейін ба түсірген фильм. Сол аралықта қаншама өтірік деректі фильмдер түсіріліп тастады. Мен бәрін көріп шықтым. Және қатты таңғалдым. Сұмдық пропаганда. Қаңтардағы пропаганда ол өз алдында бөлек. Ол тарихта қалатын шедеврлер практикада. Бірнеше жылдан кейін осы сияқты үлкен деректі фильмдер сіз өзіңіз дайындап қалатын шығарсыз мүмкін. Кім біледі, ғұмыр берсе, мүмкін, кім біледі. Қазір енді 28 маусым журналистер күніне қарсаңында сыйлық жауады, парламент сөзі, анау-мынау үй, пәтер сыйланады журналистерге. Осы туралы көзқарасыңыз қандай? Жалпы журналист мемлекеттен сыйлық алу керек пе? Біздің қоғамда өте қызық сұрақ қой негізі. Бәрі журналист алғысы келеді. Айтып тұрмын ғой, сананы тұрмыс билейтін заман. Біреу тегін үй беріп жатса несі бар? Әкімдік беріп жатса өкіметтің ақшасы ғой деп ала береді да. Ал енді батыстың стандартымен оқып келген әріптестеріміз осымызды құлағымызға құйды. Өзіміз Азаттық радиосында жүргенде осындай нәрсені түсіндірді. Мысалға Азаттық радиосында жүргенде басқа бір қоғамдық ұйым берген медальдің өзін ауылдың өзіне қарайсың да, ол ұйым қандай ұйым? Егер ол анық өкіметшіл ұйым болатын болса, пропаганда жасап жүрген ұйым болатын болса, оның сыйлығын алмаймыз. Мысалға тәуелсіз сыйлық болатын болса, оны алуға болады деген осындай нәрсе бізде бартын бұрыннан. Ал енді өкіметтен сыйлық алу деген Азаттықта жүрген кезде ол мүлдем болмайды. Және бермейді да, және ол жерде алмайсың да. Сол сияқты жалпы барлық журналистикаға ортақ стандарт ол. Егер сіз баспасөз жүрсеңіз, онда сіз олардан алмауыңыз керек. Оны не үшін алмайсыз? Өйткені алып қойғаннан кейін сөйлей алмайсыз ештеме. Ана Байтұрсыновтың айтатын сөзі бар ғой, газет халықтың тілі, көзі, құлағы деп айтатын. Ана алып қойғаннан кейін тіліңіз байланып қалады, сіз оны сынай алмайсыз. Не үшін береді жалпы өкімет былай қараған кезде? Былай қарасаң, журналистік әлеуметтік жағдайын жақсарту, ол да елге қызмет етіп жүр деген сияқты. Бергеннен кейін оны міндетті түрде сұрау болады артынан. Сондықтан өкіметтің марапатын алатын кезде, әсіресе ақшалай сыйлығын алатын кезде 10 рет ойлану керек. Ертең осы менің жұмысыма әсер ете ме жоқ па деп. Енді мүмкін дегенше алмау керек, бірақ енді осыны алмау керек деп айтсаң, қазір біздің журналистер түсіп жейді. Сонда не, біз жұрттар алып жатыр ғой, біз неге алмауымыз керек деген сияқты. Мен бейтараптығымды бәрібір де сақтаймын деп ойлайды. Иә. Бірақ ол бәрібір де халықтың сеніміне ықпал ететін сияқты. Әрине, ол сіз біреуден бірдеме алып қойғаннан кейін жұрттар солай қарайды да. Ол өткенде министрліктің несін алған деген сияқты. Енді көріп отырмыз ғой, жақында ғана президенттің стипендиясын алған жігіттер не істеп отырған. Жақында ғана президенттің сыйлығын ардагерлерге сыйлықтар берді ғой. Сондай сыйлықтар болады, стипендиялар болады. Соларға беріп қояды. Соны бергеннен кейін ардагерлеріміздің бәрі басқаша сөйлей бастайды. Олар білет, келесі жыл тағы беретінін білет. Ол сатып алу ғой, сөздің шын айтқан кезде. Оны алғаннан кейін сіз бейтарап болып қалам деген ол өте қиын. Өте қиын. Ол болып қала алмайсыз бәрібір. Яғни сіз болып қалсаңыз да сіздің абыройыңызға нұқсан келіп қалады одан бәрібір. Сондықтан мүмкіндігінше алмау керек. Журналистердің стандарты туралы айтып жатырмыз ғой. Мысалы енді бүкіл халықаралық стандарттардың негізінде айтпай ақ қойыңыз, бірақ өзіңіз осы жұмыс істеген жылдарда сүйенетін негізгі принциптеріңіз қандай? Маған бейтараптылық деген бірден ұнап қалды. Негізі мен журналистиканы оқымаған адаммын. Мен журналистиканы бір күнде журфактың есігін ашпағанмын. Сонда маған осы бейтараптылық деген бірден ұнап қалды. Өйткені себебі оның алдында мен Қазақстан ұлттық энциклопедиясында жұмыс істедім. 6-7 жыл жұмыс істедім. Сонда 2-ші томнан 9-ші томға шейін қатыстым, және өзім жауапты хатшы болдым. Энциклопедияда стилінің өзі сондай тұғын, бейтарап. Бұл жерде пропаганда, агитация деген жүрмейді. Нақ не бар, не жоқ, соны теріп жаза салады болды. Маған ол сіңген нәрсе. Азаттыққа барған кезде маған сол бір қолайлы бола кетті да.
бейтарап деген өте жақсы екен. Ол негізінде өте жақсы негізі ше. Журналисттің қауіпсіздігіне де жақсы. Сіз ешкімнің сөзін сөйлемейсіз. Ешкім сіз жек көре де алмайды. Мысалы, мен айтты, сіз тұрасыз, мен қатысым жоқ дейсіз да, мысалы, сіз не айтып жатсыз, жазасыз, бере саласыз. Маған осы нәрселер ұнады. Осындай бейтараптық сақтап жұмыс істеу журналисттің тәуелсіздігіне де әсер етеді екен. Егер бір жақтың сойылын соғып жүрген болсам, онда маған айтады, сіз білеміз ғой, кімнің сойылын соғып жүргеніңізді. Сондықтан осы әдіс көбірек ұнады. Жаңа енді журналистиканы оқымадыңыз деп айтып жатсыз ғой. Қазір мысалы өзіміздің жас журналистердің де арасында айтатыны бар. Біреулер айтады, журналистиканы оқып қажет емес деген сияқты. Сіздің пікіріңіз қандай? Журналистиканы оқу керек па? Меніңше оқу керек, себебі ол стандарттарын, бәрібір де этика стандарттарын біліп шығу керек. Оны енді практикадан біреу үйренсе үйренеді, біреуде ондай практика болмайды ғой. Жоқ, мен әрине ол журналистиканы ғылым ретінде қарастырған кезде оқу керек. Пән ретінде оны 5 жыл оқудың қажеті жоқ, 4 жыл оқудың. Ғылым ретінде оқуға болады. Ғылым ретінде 4 жыл емес, одан докторлық диссертация қорғайды, журналистиканы ғылым ретінде қарастырған кезде. Ал енді кәдімгі практика пән ретінде қарастыратын болсаңыз, ол үшін 4 жыл оқып қажеті жоқ. Оған сосын мынандай нәрсе бар ғой. Енді мынандай, мысалға журналисттің әр түрі бар ғой. Ол баспасөздің де әр түрі бар. Оның ішінде телеарнада жұмыс істейтін журналистер бар. Мүмкін ол телеарнада жұмыс істеудің тәсілдерін үйренуге болатын шығар оқып. Бірақ мен өзімнің практикамнан байқаймын, мысалы, мүлдем журналистикада оқыған жоқпын, бірақ мен де істеп көрдім. Мен керемет журналист болмаған шығармын, бірақ стандарттармен жұмыс істедім деп ойлаймын. Сонда соншалық оқудың не керегі бар екен деп кейде қараймын да. Сосын мен былай қызығамын өз басым. Идеал солай болар еді деп, енді олай бола қоймас. Әр университеттің ішінен бір кафедра ашып қойса болады да. Мысалы, медиаинституттың ішінен журфактың бір кафедрасын. Салалық журналистиканы дамыту үшін. Иә, көрдіңіз ба? Сонда біз бәріміз журфак бітіріп шығамыз да, кәдімгі инкубатор сияқтымыз ғой бәріміз ше. Бәріміз әр шөптің басын бір шаламыз, ананы да айтамыз, мынаны да айтамыз, бірақ ешқайсысын жеткілікті жақсы білмейміз. Журналист бәрін біледі, бірақ ешқайсысын жақсы білмейді. Ал егер сіз жақсы дәрігер боласыз, бірақ сонымен бірге журналистік мамандықты алып шыққансыз, демек сізден медицина саласын шағып тұрып жасайтын жақсы журналист шығады. Бұл мүмкін, мысалы, ол дәрігер бола алмайды, бірақ медицина саласының журналистінің ол шебері болып шығады. Сонда әр саланың өзінің журналистикасы пайда болады да. Ал бізде бәрін қосып апарып 90, әр бірінші курста 90 студент, екінші курста 90 студент, бәрі инкубатор сияқты бір жерден шығады. Сол оқу деген сол. Ал енді пән ретінде, ғылым ретінде қарастыратын болсаң, әрине оқу керек. Ол үшін енді жаппай жаңағыдай бір 100 студентті оқыту шарт емес қой. Оны ғылым ретінде қараса, соны ғылым ретінде әрі қарай зерттеп, дамытып, сол медиаэтиканы мысалға соны зерттейтіндер содан докторлық қорғайды. Олар ғылым ретінде дамып өсуіне болады. Ал енді көшеге шығып митингін түсіру үшін 5 жыл оқудың қажеті не? Мысалға да. Қанша жерге барасыз, мысалға, оқиғалардың ішінде жүресіз, репортаж жасайсыз, ол үшін сондық бір академиялық білімнің қажеті жоқ. Ең бастысы қарапайым базалық біліміңіз болса, сосын кейбір адамгершілік қағидаларды, журналистиканың өте қарапайым стандарттарын білсеңіз, меніңше жетіп жатыр деп ойлаймын. Сіз мысалы қақтығыс орындарына бардыңыз. Мен сізді мысалы төтенше жағдайлар жазатын журналист ретінде таныдым өзім. Сол кездегі оқиғалар туралы айтып берсеңіз, қандай қиындықтар бар жас журналистерге мысалы? Менен осы сұрақты маған өте көп қояды. Сіз төтенше жағдайларда жұмыс істеп жүрдіңіз ғой, әр жерге бардыңыз ғой деген сияқты. Мен оны былай сұмдық осы саланың маманы едім деп айта алмаймын. Бірақ әйтеуір практикамда барыппын. Сол 2010 жылдан бастап Қазақстанда қандай ірі саяси оқиғалар болды, әлеуметтік жарылыстар, соның барлығына бардым деп айта аламын. 90%-ына бардым дейінші, бәрі демей қояйын. Әуелі Құдай сосын деген сияқты әңгіме ғой. Сонда көргенім, адам өзінің тәжірибесінен үйренеді. Ешкімнің тәжірибесі біреуге апарып дайын күйінде тұрмайды ол. Журналистерді ештеңеден қорықпау керек. Мысалы, бір оқиға болып қалады. Сондайға барудан тартынып, мен істей алмаймын, қолымнан келмейді. Ешкім қолымнан келеді, бәрін керемет қыламын деп бармайды ғой. Барасың, сол жерден өзің үйренесің. Бірақ әрине соған дейін біраз тәжірибе зерттеу алу керек. Сонда 2015 жылдары әсіресе мына Мақтааралда, Сарыағашта не болды, ұлтаралық қақтығыстар болды. Сосын мына 2019-да Қордайда болды.
үшеуінде де одан бөлек ұсақ түйек қақтығыстар да бар. Мен сол үшеуін айтқым келіп отырғаны, үшеуінде де әсіресе Қордайда өте үлкен бір 3 ауылда өрт болды. бір көшені тұтас өртеп жіберді, екінші үйлерді таңдап тұрып өртеді. Сарыағаш оқиғасында да Мақтааралда соған ұқсас жағдай болды. Әскер кірді, сырттан журналистерді кіргізбейді, мүлдем кіргізбейді журналистерді, жауып тастаған. Соған кірдім ғой мен. Енді бүгін айтсам ол мақтанған сияқты болып көрінеді. Бірақ мен ол кезде сондай оқиға болған әлеуметтік желіден білдік. Сосын редакция тұрды да, ал кім барады деді. Сосын маған енді менің сол кезде жасымда бір әрлі жағынан ыңғай келіп тұрған шығар менде. Сол барасың ба? Жақсы, барамын дедім. Мен ересектеу болдым ол кезде. Жасым 30-дан асқаннан кейін ғой журналистикаға келдім. 21-дегі бала емессің ғой. Сол бардым, мысалға тапсырманы орындамай қайтып келуге де болады. Өйткені төтенше жағдай жарияланған, ешкімді кіргізбейді сол жерге. Сарыағаштың бір екі ауылында болған нәрсе ғой. Ешкімді кіргізбейді. Енді не істейсің? Қайтып кетсең де болады сол жерден. Бардым, ешкім кіргізбейді. Редакция саған режимейді. Бірақ журналистің өзінің азарты деген болады да. Журналистиканың қызығы да сол ғой өзі. Барасың, сол әйтеуір жаңағы партизандар сияқты барып бүйтіп кіресің. Сол жоқ жерден ақпаратты алып шығуың керек та. Ақпаратты алып шығып, сосын халыққа жариялайсың, шынайы ақпарат бересің. Менде ондай жағдайлар өте көп болды. Сосын кейін оны бір жақсы, кезінде өзім оны мән берген жоқ, бірақ кейін қарап отырсам бір жақсы естелік болып қалған екен өзімде да. Сонда Сарыағашқа барған кезінде таксистермен сөйлесіп сол арқылы кірдім. Олар таксиге бір ортаға отырғызып қойды да, қасыма 2-3 әйелді мінгізіп, жаңағы әйелдер бүйтіп жан-жағына бүйтіп қысып отырып, ортада бүйтіп отырдым, сөйтіп. Камерам бар кішкентай штативімен, оны машина артына тастап, үстіне жаңағы дәу сөмкелерді тастап, гаиден бүйтіп өтіп, сосын тексерістен өтіп 2 рет кірдік қой. Кіргеннен кейін жаңағы сол жерде штабтың бастығымен сөйлескенім де есімде, кездейсоқ сөйлесіп қалдым. Және мен кірдім, бірақ мен кез келген жерде ұстап қайтып шығарып тастауым мүмкін еді. Өйткені журналист жүруге болмайды мүлдем. Шығарып тастайтынын білдім де, сосын тура бірден бастығына бардым. Сол бастыққа барсам енді шығарып жіберетінін байқадым. Соны сөйтіп жүргенде айтпақшы, осыны әр жерде айтып жүрмін, негізі қайталап жатсам кешірім сұраймын. Сол кезде Шымкент қалалық ішкі саясаттың бастығы келді, Берік Уәли болатын ол кезде. Жаңылмасам қызметі сондай. Қасында бір 10 шақты журналист бар. Келіп, бәріне мына жерді көрсетесіңдер, мына жерді түсіресіңдер деп тапсырма беріп жатқан. Мен өзі көрдім сол кезде. Қасына барып, мен де тұрдым. Сосын сәлден кейін мені таныды. Ой, сіз де келіп қалыпсыз ғой деді. Бірақ енді мен күтпеген қонақ болып тұрмын ғой ол жерде. Сосын айтты, жақсы, бізбен бірге жүріңіз қазір. Ауыл ғой ол деген, кішкентай ауыл. Ол ауылда автобус жоқ, ол ауылда такси жоқ ол кезде. Қазір де жоқ шығар. Сосын бізбен бірге жүріңіз, бәрін көрсетеміз. Ешқандай жасыратын ештеме жоқ деді. Сосын мен айттым, бармаймын сіздермен бірге. Мен өзім аралаймын ауылды дедім. Мен білмеймін ол ауылды деп. Мен бірақ олармен бірге жүріп ақпарат ала алмайтынын түсініп тұрмын да. Өйткені олардың өздерінің мақсаты бар, менің мақсатым ашып барлық көріп өз көзіммен. Олар кетіп қалды. Енді мен сол кезде әрі қарай не істейтінімді білмеймін де, олар кетіп қалғаннан кейін мені шығарып жіберді бәрібір. Полиция көреді де ұстап алады. Әскер жүр жерде, солдаттар. Сөйтіп тұрғанда штабтың бастығымен кездесіп қалдым. Кездейсоқ былай жүр екен, бір бос жүр екен да, ары бері әңгіме. Қасына барып сөйлесіп, сосын айттым, мен сіздің әкеңізді танитын едім. Әкесі депутат болған, бұрын қызмет істеген, сондай дұрыс кісі болатын, бірақ енді жақсы ел басқарған кісі. Мен бірақ бұны газеттен көріп жүрдім, бірақ өмір кездеспегенмін әкесімен. Мен айттым, сіздің әкеңізді танимын дедім. Сосын әкесін мақтадым. Әкесі шынымен де мақтауға тұратын кісі болды. Енді біреу әкеңді мақтап жатсаң, өзің де жақсы болып қаласың ғой. Кәдімгідей неғылып бір кезде біздің әке негізі жақсы ғой, біз мықты ғой деп сөйтіп. Сосын айттым, мен осыны түсіруге келіп едім, ешқандай бөтен мақсат жоқ. Қандай оқиға болып жатыр, соны елге көрсетейік та. Тек қана түсіремін, рұқсат берсеңіздерші маған дедім. Түсіре бер деді. Мен соның рұқсатын алып алдым. Және сонымен сөйлесіп тұрғанды 2 полковник көрді мен. Әйтпесе олар мен жаңағы қолымды қайырып әкетіп қалуға дайын тұрған адамдар ғой. 2 полковник көрді, содан кейін маған ашып кедергі жасаған жоқ. Яғни бұны айтып тұрғаным коммуникацияда керек. Кешеде мен студенттермен кездестім, сонда да айттым. Кейде бір мынандай нәрсе бар ғой, журналистік стандарт деп қатып қаламыз ғой да. Коммуникацияны бәрібір ешкім жоққа шығарған жоқ. Барған жеріңізде адаммен сөйлесе беріңіз. Жылы сөйлесең жылан да іннен шығады деген сияқты нәрсені қолдану керек. Сосын
орынсыз ерлікке ұрынуға болмайды. Жаңағы кейде болады мына журналистер жаңағы сенсация таратамын, сенсация жасаймын деп бір көзсіз ерлік жасағысы келетін, ондай да болмайды. Ешқандай ақпарат сіздің өміріңізден қымбат емес. Және оған сіз өзіңіз ғана емес өміріңізге жауап беретін, сіздің редакцияңыз да жауап береді. Сіздің редакцияңыз сізге денсаулығыңызға зақым келген немесе сіздің өліп қалғаныңызды қаламайды. Өйткені олар жауап береді ғой бәрібір. Сондықтан тек қана өз өмірімді өзім білемін деп тәуекел етіп болмайды ғой. Сондықтан ол жағынан сақ болу керек. Өйткені қауіпті жағдайлар өте көп. Әсіресе мысалы қаңтар кезінде өте көп болды қауіпті жағдай. Сіз Жаңаөзенде болған жоқсыз, иә? Мен Жаңаөзен сотына қатыстым түгел. Бірақ өзінің оқиған кезінде болған жоқ, Алматыда болдым. Сондай ақпарат алатын кезде коммуникация болу керек. Енді ол мысалға оны жазып мен болған оқиғаны айтып отырмын, егер басқа бір журналист болса, ол мүмкін басқаша жасауы мүмкін еді. Дәл осындай жағдай кейін мен неде болды. Артынша бір 6 айдан кейін Мақтааралда да дәл осындай оқиға болды. Тәжіктер мен қазақтардың арасында қақтығыс болды. Сол кезде бардым. Тағы да ешкімді кіргізбейді. Сонда таксистермен сөйлесіп, өзім білетін әдістердің бәрін қолданып, ешкім кірмеген, ешқандай журналист кіруге рұқсат бермейді. Тек қана хабаргер алатын жерге мен кірдім. Сөйтіп сол жерден ақпарат тараттым. Енді қараңыз, сол кезде бір қызықты. Ондай жерге барған журналисттің ақпараты өте қатты бағаланады. Қатты қаралады. Егер сол жерге барып сіз өтірік ақпарат берсеңіз, сіз жауапқа тартыласыз біріншіден. Ол болса да ғой енді. Және маңызы, өйткені сіз оқиғаның ішінде жүрсіз ғой. Сіздің жазған ақпаратыңызды жұрт қарайды, сондықтан сіз барынша шынайы жазуға тырысуыңыз керек та. Енді былай болды. Сол Мақтааралға кірдім ғой, өтіп кетіп ішіне кіріп. Ауылында, 2 ауылында болды. Сол бір ауылына кіріп, түн ішінде амондармен бірге қарбыз жедім соңында. Ол қызық, айта берсең. Ол кітап жазу керек ол жерде, да. Соны түн ішінде жатсам, сағат 3-тің кезінде маған звонок келді телефоныма. Телефон істеп тұрды, бірақ. Соны айтты, сіз қай ауылдасыз қазір? Мынандай ауылдамын. Ол маған Прагадан звондады. Әлеуметтік желінің бәрі шулап отыр. Жаңағы сіз жатқан ауылда, тура сіз жатқан көшеде қырғын болып отыр қазір. Сіз ұйықтап отырсыз ба дейді маған. Ұйықтаған жоқпын, бірақ ұйықтағалы жатырмын, бірақ ондай жоқ мына жерде деп. Соны тұрып алдым да көшеге қайтадан шықтым ғой, түнгі сағат 3-тің кезінде. Жаңа ауылдың көшесіне шықтым. Жаңағы құрбақаның дауысы естіледі ғой, бақылдап жатқан. Тып-тыныш ауыл, да. Сосын әлеуметтік желіні аштым, Фейсбукты ашып қарасам, қырғын болып жатыр. Пәленше ауылда деген сұмдық болып жатыр, мынандай болып жатыр, мынандай болып жатыр. Дәл қазір болып жатыр деп айтады. Сосын мен жаздым, мына жерде ештеңе болып жатқан жоқ, мен сол жердемін қазір. Көрдіңіз бе, сонда кезде маңызды рөл атқарып кетеді. Енді қараңыз, билік осындай жерде неден ұтылады? Жаңағыда кіргізбейді, журналистерді басқа қылмайды, ақпарат таратпайды. Қай жерді жапсаң, сол жерден бәле шығады. Сол жерге егер шынымен журналистер кіргізсең, сондай жаңағы қырып жатыр, жойып жатыр деген ақпарат болмайды ғой. Сіз өзіңіз жеткілікті ақпарат тарата алмайсыз, онда журналистерді кіргізіңіз, олар айтады барлығын. А олар ешкімді кіргізбейді. Ақпарат неғұрлым бермесек, біз соғұрлым қоғам тыныш болады деп ойлайды. Жоқ, неғұрлым сен соғұрлым жапқан сайын, ол туралы жаңағыдай әртүрлі қаңқу сөздер көбейе береді. Сол жерде биліктің өзі ұтылады қайта. Оған қайта мысалы біз сияқтылардың барғаны пайдалы оған. Мен оның пайдасын қанша жерден көрдім да, оны айта берсе ұзақ әңгіме. Биліктің енді журналистикаға деген көзқарасы қалай өзгеруі керек деп ойлайсыз? Еркіндік қандай деңгейде? Мысалы, осындай шарттар болмау үшін. Сіз маған бір өте үлкен философтарға қоятын сұрақ қойып отырсыз да. Мен ол сұраққа жауап бере алмаймын, өйткені мен ондай қолымда биліктің тетігі ешқашан болып көрмеген. Мен ешқашан билікте отырып көрмегем. Ол сұраққа жауап бере алмаймын. Бірақ менің ішімде бір кішкентай түйсігім бар. Сол түйсігім, сол арман, бір жағында. Мен ол орындалмайтынын да білемін. Оны жаңа сізге айттым. Алтынбек Сәрсенбаевтың тұсындағы әңгімені айттым. Цензура деген жоқ десе газетте, яғни конституцияда болды. Ол үшін заң шығарып, заңның өтірік нүктесін шұқылай беріп, ол үшін министрлік құрып, қанша чиновник отырғызып қойдың қажеті жоқ. Ол бақ туралы заңды жоя салса да болады. Сонда газетке еркіндік беру керек. Енді қараңыз, қазір бүйтіп айтады. Ал сонда еркіндік бергенде бәрібір қалай шығады? Біреудің ақшасы керек қой дейді да, ақшасыз газет шықпайды ғой. Газет болсын, сайт болсын, басқа ақшасыз өте қиын, мысалы, тегін ешкім жұмыс істемейді ғой. Бәрі бала шағасын асырау керек. Осы жерде дилемма туады. Бәрібір біреу ақша салады оған, бәрібір соның сөзін сөйлейді деген. Міне көрдіңіз ба? Негізінде бұндай емес. Бізде қоғам бір-біріне сенбейтіндігі соншалық, біз бәріне сөйтіп қараймыз. Біз бәріне артынан бәле көріп тұрамыз да, түсінікті сен жағдайың дейді, сен мынандайсың деп. Олай емес. Мысалға, егер билікте демократиялық көзқарас
жақсы болса, және демократиялық құрылымдары болса, ол баспасөзге еркіндік береді. Сосын керек болса баспасөзге ақша да бере алады билік. Ақша береді де айтады, мына ақшаларың бар, міне бердім, керек болса мені сынай беріңдер дейді, болды. Мен сіздерге ешқандай әрекет етпеймін. Солай жасау керек, негізінде солай болу керек. Ол бірінші нәрсе. Екінші, жақсы сізге ақша бермей ақ қой. Бірақ баспасөзге ол кезде бизнес келеді да, ақша салады солар. Енді ол кезде ол ақша мысалға бір бизнесмендерді көп кетеді ол газет. Бірақ бизнесмендердің ішінде де олар да адам ғой. Қазір бізде Қазақстанда негізі байлар көп, ақшасын не істерін білмей жүрген да. Бірақ олар ақпарат құралдарына енді мына шетелден келіп жатқан бизнесмендер салып жатқанын білеміз енді былай. Шамамен кімдердікі екенін. Былай тәуелсіз ақпарат құралын ұстауға ешқайсысы тәуекел етпейді. Бәрі қорқады. Әсіресе саяси тақырыптарды айтатын адамдардың сайт болсын, YouTube болсын, басқа болсын бизнесмендер жақындамайды. Бизнесмендер саясатқа жақындамайтын жасап қойған. Аулақ жүнді оны Тоқаев әрқашан айтып тұрады. Жалпы бизнес деген сендер ана бизнестерінде айналысыңдар да сонымен тыныш жүрсіңдер дейді. Бірақ бизнесмендер адам ғой олар. Олар да алаңдайды. Олар да мына өзінің бизнесінің тыныш болуы үшін қоғамның тыныштығы болу керектігін түсінеді да. Сосын былай қараған кезде енді өте қарапайым тілде айтсаң, садақа сияқты нәрседе олар береді. Мә, сендер осы қоғамның тыныштығы үшін жасаңдар жұмыстарды. Мен сендерге ақша беріп отырайын. Менің сөзімді төлемей ақ қойыңдар деген сияқты да. Ол меценаттық деген сол ғой. Осылай меценаттық пайда болады. Мысалға мен жақсы бизнесмен болатын болсам, $1 миллиард ақшам бар, немесе $100 миллион ақшам бар. Мен сіздің YouTube каналыңызды қаржыландыру маған түк емес та. Сіз не үшін күресесіз мысалға да? Сіз егер адам құқығы, демократия, қоғамда әділетсіздік туралы айтқыңыз келетін болса, жақсы, мен сол үшін сізге ақша беремін. Мен мақта деп айтпаймын сізге. Сол сияқты нәрсе ондай мүлдем біздің қоғамда жоқ деп айтсақ ол дұрыс емес қой. Бар ғой адамдар. Ал бізде оған мүмкіндік бермейді. Егер сәл-пәл сондай саяси тақырыпта әңгіме айтатын бұқаралық ақпарат құралына ақша салса, ол бизнесменді бірден қысады. Бірден. Ертеңіне түрлі жолдарды тауып, амалын тауып, сол бизнес қысып, тұншықтырып өлтіріп тастайды. Мысалы, арамедиаға бизнесмендер қатты қызықпайды. Жоқ. Және ол қазақша сегмент болғандығы да ықпал етеді деп ойлайсыз ба? Жоқ, қазақша сегмент дегенде былай, мысалға қазақша сегмент қазір негізі болашақ сода ғой, бәрібір. Иә, келісемін. Болашақ қазақша сегментте байлар бәрі оғанда келер еді деп ойлаймын. Бірақ біз сұрастырып көрдік қой, әр жерден сұрастырып көріп, спонсор боласыз ба, демеуші боласыз ба деген сияқты нәрсеге де. Сондай кезде сәл саяси нәрсе айтатын болсаң, олар онша жақындағысы келмейді. Бірақ жаңағыдай таза әлеуметтік, экономикалық мәселелер болса, кейде демеушілер табылатынын біз байқаймыз. Олар ол кезде бірақ енді саясат туралы айтпайсың, экономика жаңағы арқын су бітеліп қалды, көшеде асфальт жарылып қалды деген сияқты әңгімеге бизнесмендер ондайларға әйтеуір қолдау көрсетуі мүмкін. Ал саяси әңгімелер айтылатын болса, өйткені ол билікке тиетін нәрсе, биліктің қолында билік бар болса да, өкіметтің қолында ертең қысып тастайды. Бәрі бір-бірімен байланысты ғой. Егер сіздің саяси жүйеңіз демократиялық жолда тұрмаған болса, сіз ондай мемлекеттен бір тәуелсіз ақпарат құралдарын күтудің өзі артық та. Билігің қандай болса, баспасөзің сондай болады. Қилы кезеңді алдағы уақытта жалғастырмақ ниеттісіз ба? Және алдағы уақытта қандай жоба жасағыңыз келеді? Соңғы сұрақты осымен қорытындылайық. Жалпы мен Азаттық радиосынан кеткен кезде өзімде айтқам, жалпы белсенді журналистикадан кеткен адаммын. Белсенді журналистика деген мен былай есептеймін. Алаңға жаңағы поле деп айтамыз ғой. Күнделікті оқиғаларды жазып жүрген, күнделікті оқиғалардың ішінде жүрген журналистерді мен белсенді журналист деп есептеймін. Ол жақсы ма жаман ба соның ішінде жүреді. Ал мен қазір YouTube каналдамын. Ол жерде былай күнделікті оқиғаның ішінде жүретін біздің ондай қаржылай да мүмкіндігіміз жоқ ондай. Біз әйтеуір аз маз сол журналистиканың шет жағындағы бір нәрселермен ғана айналысып жүрміз да. Енді қилы кезеңнің жобасын аяқтадық қой. Бірақ қазір байқауымша енді біз басында 2000 адам көрсе болады деп ойлағанбыз. Өйткені ол жерде өзім отырып әңгіме айтамын ғой. Бір адам 1 сағат салпылдап сөйлей берсе, оны кім тыңдайды мысалға да? Қойшы осыны не қайда? Тыңдадық. Ал мен 12 серия бойынша 12 серияда өзім сөйледім ғой. Отырып аламын да жаңағы баяғы атам әңгімесі сияқты қауқылдап әңгімені айта берем. Сосын ойладым мен, бұны ешкім тыңдамайды, бірақ әйтеуір 2000 адамды есінде алып кетсе де олжа ғой ол да дедім да, сөйтіп шығарғанбыз.
бірақ халықтың ықыласы бар сияқты қазір. Бірақ хейтерлер де көп болды, жанға батыратын сөздер айтқандар да өте көп болды, өте көп болды оның. Соның бәрін ескеретін болсақ, мысалға қайтадан жалғастырғым да келеді, бір жағынан жалғастырғым да келмейді да. Өйткені неге ананы сөйлетесің, неге мынау сатқын ғой. Мысалы Тоқтар Әубәкіровті сөйлетсем, ол кеше ОДКБ-ны шақырған деп айтады. ОДКБ шақыруға үндеген кезі 22-ші жыл мысалға да. Ал мен 94-ші жылы оқиғаны сұрап тұрмын ғой ол кісіден. Алтыншаш жағанова сөйлетсем, мен 94-ші жылы парламентте депутат болды, сол кездегі оқиғаны сұрап отырмын ғой мен. Мен сонда Алтыншаш жағановадан сұрамай сізден сұраймын ба, бүгін осы жерде жүрген? Ол тарихқа тарих деп қарау керек. Осыны түсінбейді, сосын бәрі маған келіп ұрсады, сен демек солардың бірдемесісің деген сияқты әңгіме. Адамға жанына тиетін сөздер көп айтылады. Енді ол өткен заманға сөйтіп айтылып тұр. Енді мен осыны біліп тұрмын да, 95-тен кейін бері қарай уақытта тағы да осылай қилы кезең жасайтын болсам, таяқ әлдеқайда көп тиеді. Ананы өйткені одан кейін шырғалаң өте көп шырғалаң бар. Оның бәрін астарына үңіліп қарап, оның бәрін ашу ол оңай болмайды, және әртүрлі пікір өте көп болады. Күрделі тым. Ағыстар, тенденциялар көп та. Басылымдар да көп. Басылымдар да көп. Әлеуметтік желі келді. Әлеуметтік желі келді, сосын әлеуметтік желіде айтылып жатқан пікірлердің барлығы олар жойылып кетеді біраз уақыттан кейін. Таппайсың оны. Міне осы жерде көрінеді баспасөздің жоқтығы, кейін осының бәрі көрінеді. Ол бірінші нәрсе. Екінші, мен бұны өзімнің бір зерттеуім болды ғой бұрын, мысалға осыны мақала жазып жүрдім, кітапханаға бұрыннан барып осы периодты кезеңді мен біраз зерттеген адам. Сондықтан маған бұл сұмдық қиын болды деп айта алмаймын. Өйткені шамамен білдім, оны қалай білетін, қалай басталатынын, қалай аяқталатынын да білдім. Ал енді мына кезеңде оны қайтадан басынан бастап зерттеу керек та. Ол бір адамға өте ауыр болады. Мен мысалға мынаны таза өзімнің зерттеуім деп айта аламын. Оны коллектив болып істейтін жұмыс емес негізінде. Мен қасымда әріптесім Руслан осыны қаржылай қолдауын көрсетіп, осыны алып шықты, зерттеуін мен жасадым. Ал енді мына болашақтағын есептеп көрсек, біз негізінде бүгінгі шейін әкелгіміз келеді. Ол үшін есептеп көрсек, әлі кем дегенде бір 30 серия түсіру керек, кемі. 30-дың өзі аз болып қалады. Кемі 30 серия түсіресіз, сол кезде бүгінгі шейін әкелуге болады. Енді уақыт көрсетеді, оны біз жасай аламыз ба, жасай алмаймыз ба? Және оған ақша да керек. Мысалға кеше біз неғанда ақшаны кім берді деген сұрақ өте көп қойылады осыған ше. Бізге білесіз ғой, барлығы айтады да, ол ақшаны мынау берген, Дариға берген ақшаны, анау берген, мынау берген деп сөйтіп бәрі. Мен бар ғой, біз сізге бір нәрсе айтайын. Ақшаны кім берсе де бәрі. Маған десе, үкімет берсін бар ғой, үкімет берсе де аламын. Бірақ мен бәрі осылай жасаймын. Егер осылай жасауға көнбейтін болсам, мен бәрі онда төбелесемін онда. Бәрі осылай жасаймын. Сондықтан ол ақшаны кімнен алған маңызды емес, мен қалай жасап шыққаным маңызды. Соны ескеру керек қой ең басты нәрсе. Сондықтан болашақта да егер ақша табылып жатса, ол ешкімнің бет жүзіне қарап, мына әкем жақсы, көкем жақсы емес, фактілермен сөйлеуге тырысамыз. Мен мысалы кешегіне де Назарбаевты жамандаған мен мақсатым болған жоқ негізі. Мен кейде жамандағанда жоқ сияқтысыз. Азаттық радиосында сын мақала жазып жүрдік қой бұрыннан, 2011 жылдан бастап мен Азаттық радиосында Назарбаевтың өзі қызметте отырғанда көп сынап мақала жаздым да. Сонда кейде ойлаймын, адам бір нәрсені жаза берсе ішінде бір өшпенділік қалып кетеді да, жек көрушілік. Мен соны әкеп мына өзім жасайтын деп отқан дүниеге кіргізіп жіберемін ба деп қауіптендім да. Мен барынша өзімді алшақ ұстауға тырыстым. Бірақ мен көрген оқиғаларда фактілердің барлығы ол адамның пайдасына шешілмей тұр да. Барлығы келеді да сәл қиғашта отырып қалады. Мен ол адамды барынша түсінуге тырыстым. Еңбегі де бар шығар деп ойлаймын, бірақ бір жасаған еңбегін екінші еңбегі жуып шайып кете береді да. Сондықтан ең соңғы несін өзінің пікірімен аяқтадық қой, жаңағы егер мен қателессем, онда мен аямаңдар деген сөзімен аяқтадым. Бірақ маған соның өзі ауыр тиді, бір Назарбаев жамандау үшін түсірілген дүние сияқты болып көрініп қалды, мен ондай болғанын қаламаймын. Барынша бейтарап болсын деп ойлаймын. Бірақ енді біреулер бейтараптылықты көрді, біреулер біреудің тапсырмасы деді. Сондықтан болашақта осындай дүние жасалатын болса, оны біз ешкімнің мынаның ақшасын алып едік, сондықтан осылай жасап жатырмыз деп ешкімге айта алмаймыз. Біз факт сөйлейді оған жерде. Бола алмайсың және фактына. Факт деген жаман ғой, алдыңнан тұрып алады, сен былай болсын да, былай болсын да алдыңнан шығады, оны сен не айтесің оған басқаша. Нүктесі күшті болды.
Назарбаевтың сөзімен аяқтағаныңыз. Осы жерде тағы бір сұрақ туындап тұр. Негізінде кейде бізде болады ғой, адамдар, журналистер, сіз өзіңіз байқайсыз ба, жас журналистер немесе журналистпін деп жүрген ютубтағы арналарда кейбір қоғамға жақпайтын адамдарға микрофон тосады. Сондай жағдайларда сіз қалай ойлайсыз, жалпы кейбір адамдарға микрофон тосып керек пе, айтқызып керек пе сол кездегі нәрселерді? Яғни мысалы сұрақты түсіндіру үшін айтайын, мысалы бір 4 әйел алған адамдарға микрофон тосып сол туралы сұрап жатырғандар бар. Сол туралы пікіріңізді білгім келіп кетті. Жоқ, Гитлерден де сұхбат алуға болады, бірақ Гитлерді насихаттаудың қажеті жоқ. Оның ісі дұрыс екен деп көрсетпейсің оны. Оның ісінің оның өзіне айтқызуға болады. Кез келген жауыздан да сұхбат алуға болады, бірақ оның ісі дұрыс болды деген мақсатта көрсетпейсің ғой. Ракурс мәселе соған байланысты ғой. Мысалға бізде қазір көп қой, неше түрлі адамдардан пікір алып шығарып жатады. Мен оны айыптамаймын. Бірақ журналист ол жерде сұрақ қою керек. Егер жаңағыдай айыптайтын жер болса, журналист сіз туралы айыптайтын мынандай пікір бар деп сондай сұрақты қою керек та. Мысалға қазір конституцияға байланысты неше түрлі пікір айтылып жатыр ғой. Сұхбат береді. Сұхбат берген кезде журналист егер оған қарсы аргумент айтпаса, ол пропагандаға үлес қосқан болып шығады. Егер анау конституцияға өзгерістерді мақтап жатқан кезде, сіз оған өзіңіздің аргументтеріңізді тоспасаңыз, онда болмай қалады. Ал егер сіз аргументтерді қойып барып сұхбат алып отырсаңыз, меніңше онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Ол жақсы, сіз сөйлеттіңіз оны. Ол бәрібір қоғамның алдында жүрген адам ғой. Қоғамның алдында танымал адам, оны сөйлеттіңіз, бірақ контр аргументтерді қою керек. Міне осы жерде жаңағы кімге байланысты, Ерлан Каринге байланысты сұрақты мен өзіме қоюым мүмкін да. Сен қоймадың ғой деп. Жоқ, мен ол жерде ол басқа мәселе, ол тарихтың мәселесі болды да, біз өзі белгілеп алдық, және чиновниктің өзі соған ғана келісті. Егер былай болатын болса, ол айтуы мүмкін, сұхбатымды жариялама, мен қарсымын десе, мен сұхбат шығара алмай қаламын. Көрдіңіз ба? Осындай мәселе. Жарайды. Көп рахмет Сізге де рахмет шақырғаныңызға. Сіздің келгеніңіз біз үшін үлкен мәртебе. Сәттілік тілейміз. Қилы кезеңнің жалғасын күтеміз. Рахмет. Рахмет сізге де көп. Аман болыңыздар. Сау болыңыздар.